Рамадан Челлендж. Пособие о правильной трансформации в священный месяц. Үш тәлімгер. Екі қатысушы. Бір мақсат. Рамазан айының пайдасы мен игілігі. Жеңіл, қолжетімді және де әркімге түсінікті. Менің атым ұстаз Азамат Әбу Баязид. Барлығыңызды көргеніме қуаныштымын. Танысқаныма қуаныштымын. Өзім туралы отағасымын, үйленгенмін. Ресейден Волгоградтанмын. 2018 жылдан бері Алматыда тұрамын. Орталық мешіттің еріктісі орыс тілі маман ретінде осында шақырылдым. Қазіргі уақытта мен Тайап және Ридо психологиялық орталығында жұмыс істеймін. Толық емес жұмыс күні мен діни спектрде волонтермын. Олар көмек сұраған кезде мен кеңес берем. Қысқаша осылай. Сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар. Сол үшін алып қояйық десеңіз. Сол үшін алып қояйық. Достар, менің атым Дарсил. Мен Invictus фитнесінде жаттықтырушымын. Біз Таяппен белсенді қарым-қатынастамыз. Біз адамдарға осындай кезеңде қасиетті айда денсаулықтары жақсы болу үшін жаттығуларды тастамай, тек күшейе түсу үшін қалай дұрыс жаттыққанына көмектесеміз. Мен Конгодан, Африкадан келдім. Қазақстанда 1997 жылдан бері тұрамын. Осында өстім, өңдім, тұрамын қазір. Мен адамдарға көмектесуді жалғастырамын. Қажет болса, хабарласыңыздар. Ассалаумағалейкум, менің атым Дамир. Мен қазақстандықпын, Алматы қаласынанмын. Мен кәсіпкер және қоғам белсендісімін. Сондай-ақ қазір Қазақстан Республикасы президенті жанындағы жастар саясаты жөніндегі кеңестің мүшесімін. Қазір негізгі бағыт бизнес пен саясат. Бірақ бүгін ол туралы емес. Таяпта мен қатысушымын. Бір ай бойы жұмыс істеп жатырмыз. Рамазан айы аяқталды. Бүгін біз қандай инсайттар болғаны туралы сөйлесетін боламыз. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Менің атым Назим. Мен Қазақстандағы барлық подкасттардың кәсіби қатысушысымын. Болды. Қысқада нұсқа. Бұл менің кіріспе сөзім болды. Жоқ, сен подкастерсің. Ал мен әрқашан подкасттарға қонақ. Ассалаумағалейкум, менің атым Нәрікби. Мен де Алматыданмын. Бірақ мен Амстердамда, Нидерландыда тұрамын. В Нидерландах. Так, ежегодно практикующий уже порядка 12 лет. Назим айтқандай, подкаст жүргізем. Кейбір қоғамдық жұмыстармен айналысамын. Бірақ шын мәнінде мен өзім IT маманымын. Бір үлкен халықаралық компанияда программистпін. В одной крупной международной компании. Сені тану үшін прокси туралы айтшы. Да, вот январские события были знамениты. Иә, қаңтар оқиғасы кезінде екі адам танымал болды. Дамир және мен интернетті бұғаттау кезінде прокси серверлерді таратып жүргенмін. Рахмет, сенің арқаңда біз бәрін көрдік. Бәріне сәлем, менің атым Қарлығаш. Мен диетологпын. Диетологтар мен денсаулық жаттықтырушылар қауымдастығының мүшесімін. Мен ересектерге де, балаларға да диетологпын. Асқазан ішек аурулары бойынша маманмын. Өзім Алматыданмын. Онлайн және офлайн кеңес беремін. Мен осы жобаға келгеніме, қатысқаныма өте қуаныштымын. Жоба мен үшін өте қызықты және ерекше болды. Арай бүгін бізбен бірге болу керек еді. Өкінішке орай, ол қазір басқа елде. Дамир, сұрайын дегенім, Рамазан айы қалай өтті? Рамазан челленджі арқылы сен үшін қандай жаңалық, қандай пайда болды? Қандай жаңалықты білдің, қандай инсайттар алдың? Негізі бұл мен үшін өте қызық жыл болды, өте қызық ай болды. Неге десеңіздер, мен оразаны көптен бері ұстап жүрмін. Бірақ мен оны ессіз ұстадым, оны қажет деп ұстадым. Және мен үшін бұл қандай да бір азап болды. Сынақтар өте ауыр болды. Бірақ Алла тағала қалаусымен мен Таяп жобасына шақырды. Және мұның бәрі не үшін қажет екенін түсіне бастадым.
жауапкершілік, саналылық келді. Жалпы соңғы бір жылда мен рухани жағынан қатты өзгердім. Бұрын мен үйде тек намаз оқитынмын, мешітке бармайтынмын. Өйткені бірге баратын адам жоқ еді. Қорқыныштар, тосқауылдар болды. Қазір намаз оқитын ағайындар көп. Бірге ораза ұстаймыз. Ну, сейчас там очень много братьев есть, с кем читаем намаз, в целом, с кем сейчас держим уразу, поддерживаем. Раньше было так, что все кушают, и ты сидишь один на них смотришь, там, на обед, там, на ужин. Бұрын бәрі таңғы асты, түскі асты ішетін. Сен оларға қарап, жалғыз отыратынсың. Бұл күшті бір сынақ болды. Қазір айналамда рухани тәжірибелермен бөлісетін осындай орта бар. Оразаны не үшін ұстайсың деген түсінік пайда болды. Сол үшін биыл рахаттанып ұстадым. Ал бұрын мен ауызашар кезінде тойып алып тамақ жейтінмін. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші, таңғы асты, түскі асты, түскі шайды жедім. Ораза кезінде ішім керіліп қалатын. Күні бойы тамақ игерілетіндей ауыз бекіттерде тойып алатын. Қазір ондай жоқ, бәрі оңай. Дене тазаланып жатқаны сезіледі. Кешке тамақты баяу жей бастаймын. Керісінше көбірек қуат келеді. Сіз ауыр тамақ жейсіз, және күндіз қиын болады. И уже вечером просто потихоньку начинаешь кушать, и прям такой кайф. Больше энергии, наоборот, приходит работать. Так бывает, когда тяжелую еду поешь, в течение дня очень тяжело. Сейчас, наоборот, кажется легко. Саналылық қалай көрінеді? Сен үшін саналылық деген не? Что осознанность для тебя? Да. Первая осознанность... Бұрын мен қажет деп санасыз ораза ұстайтынмын. Бұл сынақ болды. Өйткені сіз ойыңызды басқара алмайсыз, және тамақ туралы ойлайсыз да жүресіз. Биылғы жылы хабардарлық болдым. Ойларымды бақылауға тырыстым, және оның не үшін қажет екенін түсінік келді. Бұл енді су аштық туралы сынақ пен азап емес. Бұл рахат. Осознанно ты понимаешь, контролируешь свои мысли, вот. И это такой некий кайф. Вот. Бұл шын мәнінде ең басты инсайт, ол түсіну, не үшін және қалай ұстау керек. Я просто раньше на людей смотрел. 30 жыл, 20 жылдай ораза ұстанғандарға қарадым. Мұны мереке деп күтіп отыр. Кейбіреулері оразаға қанша ай қалғанын санап жатады. Мен таң қалатынмын. Сен не күтіп тұрсың? Кәдімгідей сынақ қой деп. Маған бұл бір ғанибет деп айтады. Мағынасын енді түсіндім. Наверное, я буду так говорить, да, там, когда следующая ораза. Просто я немного... Мен бұған сәл басқаша қараймын. Просто, Рамадан это фарс. Это, Обязательно. Да, я... Рамазан парыз. Мен мұсылманмын, және бұл мен үшін міндетті. Рамазан бар, зекет бар, рабысына деген иман бар. Должен делать, несмотря ни на что. Намаз бар. Мұның бәрін не болса да істеу керек деп ойлаймын. Слушаю тебя, думаю. Неге оны ұйқы немесе тамақ сияқты қабылдамасқа? Ұйқыдан міндетті болып табылады. Бірақ сен одан айналмайсың ғой. Жоқ. Мен қызығушылықпен сұрап отырмын. Мен үшін бұл міндет. Просто для меня это обязон, и у меня немножечко по-другому. Ал сіздерге жағдай қалай? Ораза бар. Сіз аузыңызды жабуыңыз керек. Сіз ораза ұстау керексіз. Саған ұнайды ма? Әрине ұнайды. Өйткені оның белгілі бір сыйы бар екенін түсінемін. Жақында айтқаныңыздай, Алла Рамазанды Алла Тағала үшін деп айтты. Ал мұны білу мені бақытты етеді. Өйткені бұл жай емес. Мен өзімді қинайтыным бекер емес. Күнделікті тәртіптің өзгеретіні бекер емес. Мен су ішпеймін, жаттықпаймын. Мысалы, Рамазанға дейін 2 ай жақсы жаттықтым. 6 кило ұстадым. Пресс шыға бастады. Жоқ, менің өмірімде ешқашан пресс болмаған. Мен өтірік айтпаймын. Не выходил, я не буду никогда врать. Тебе надо к нам. Саған бізге таяпқа қосылуың керек еді. Прессің шыттай болады. Маркетолог өзі. Сосын белімді сындырдым. Сосын Рамазан келді. Келесі жылы бізбен бірге ұстадым. Вот. Но вообще для меня я уже с прошлого года открыл то, что Рамадан это все-таки месяц Корана. То есть для себя понял. И в прошлом году я все-таки... Әрине, бірақ өткен жылы мен Рамазанды Құран айы екенін түсіндім. Өткені жылы өз еркімді жұдырықтай етіп, Құранды қалыпты дұрыс оқуды үйрендім. Я вот в этом году понял то, что действительно Рамадан это месяц Құрана. Потому что в прошлом году там
мы изучали там определенные суры, там, ну, 10-15 сур мы выучили, а потом Рамадан закончился. Өткен жылы белгілі бір сүрелерді оқыдық. 10-15 сүре үйрендік. Бірақ Рамазан айы біткен соң ойымды жинақтай алмай қалдым. Ал биыл Рамазан келген соң сүрелерді қайтадан үйрене бастадым. Бірақ әрине тек Рамазан айында ғана емес, жалпы әрдайым іздену керек. Не во время Рамадана, да? Но я для себя открыл то, что Рамадан это все-таки месяц Корана для меня. Осы Рамазанда хатым жасап көрдің бе? Құранды толық оқып көрдің бе? Жоқ, тек белгілі бір сүрелерді. Білесіз бе, егер сіз өзіңізге үлкен мақсат қойсаңыз, одан бас тартуға оңай екенін түсіндім. Аздан бастау керек. Потом ты это бросаешь. По чуть-чуть. Я, егер мақсатқа ортақ болмасаң, Құраннан хатым алсаң, 600-604 бет, 30 күнге бөлсең, 20 бет шығады. 5 намазға бөлсең, 4 беттен келеді деп жігіттерге түсіндірдім. Біз шағын мақсаттарға бөлеміз, және бұл оңайырақ болады. Либо перед намазом. То есть, если так делить, то намного меньше. Это как выстраивание целей определенных. Просто разбиваем на мелкие подцели, уже становится легче. Там на арабском, да? Арабша ғой, иә? Нет такого там? Иә. Нельзя такое. Нет, Қазақша болмайды ма? в основе своей он только на арабском Жоқ, языке. Құранның негізі тек араб тілінде жазылған. Ал басқа тілдерде бұл мағыналардың шамамен аудармасы ғана. Но смотри, Араб тілінде транскрипциясы бар ма? Бұлай ғой, қазақтың кириллица немесе латын әліпбиі кейбір дыбыстарды жеткізе алмайды. Осындай дыбыс бар дейік. Оны қазақша қалай жазасың? Еш қалай жаза алмайсың. Да там же Бірақ жалпы аудионы тыңдауға болады ғой. Иә, болады. Егер мысалы адам бұл әріптің нені білдіретінін түсінбесе, үш Х әріпі, үш З әріпі, үш С әріпі бар делік. Ал транскрипцияда орыс және қазақ тілдерінде сонша әріп бар делік. Мұны фонетикалық тұрғыдан ешбір тіл жеткізе алмайды. другой язык, да. Да, еще Араб тілі өте бай. Біздің тілдерде 200-300 мың сөз болса, оларда бірнеше миллион сөз бар. Ең қызығы, арабша сөзді ұзартып, қате оқысаң, онда мағынасы өзгереді. неправильно прочитаешь, там Ұстаздар Аллаху Акбар деп оқысаң, Аллах ұлық деген мағына береді. Аллаху Акбар деп ұзартсаң, ол Аллах барабан деген аударылады. Аллах барабан, да? Тіл осындай. То есть Ол жерден түйенің 20 түрін кездестіруге болады. верблюдов. Сондықтан да араб тілінде болғаны жақсы. Слово лев, да, есть. Поэтому лучше все-таки с арабским. Да. Иә, бұл жағынан өте кең тіл. То есть именно по широте именно своей, да. Адамдар бір араб тілінде сөйлейтін шығар, бірақ бір-бірімізді түсінбеуіміз мүмкін. Одни синонимы, я использую другие, мы можем не понимать друг друга, хотя на одном языке разговариваем. Мен жобаға келгенімде, Инстаграмда видеолар сала бастағанымда, адамдар маған қалай деп жаза бастағанда, бір қызық сәт болды. Да, вопрос задаешь, а сам иногда не знаешь на них ответы. Кейде олардың жауабын өзің де білмейсің, ізденіп, оқи бастайсың. Бір айда қаншама рухани білім аласың. Ұстаздан сұрап, интернеттен іздеп, өзің жаттап аласың. Еще челлендж запустили, зикр. Біз сондай-ақ зікір челленджін бастадық. Онда бір күнде 350 адам жиналды. И там, короче, сам... Ал бір күнде кім көп зікір береді деп жарысамыз. так делал. Ең үлкен рекорд күндізгі уақытта 90 мың. Субханалла, Аллаху Акбар, Альхамдулилла, Ля илаха иллалла деген әртүрлі тіркестер бар. Кім нені таңдады? Менде күніне ең көбі 15 мың болды. Ходишь и на машине делаешь там. Еще осознанность пришла такая, что... Сіз жиналыстан шығасыз да, оны көлікте жасайсыз. Бұл да саналы түрде әдетке айналады, және бұл өте жақсы. Зікір Алла тағаланы еске алу. Ал қазір бұл мен үшін бірдеңе алудың бір түрі. Мысалы, мен мәмілге барам, зікір айтып жатырмын, және сен маған қалайша келісім шарт жасамайсың дегенді сенімдім. Ал сіз осындай үлкен ниетпен барасыз. Алла тағаланы зікір еткенде айналаңды қорған күмбізбен қоршап, аман есен жүргендей болады. Купол защиты. Вот купол защиты какой-то происходит, что-то все. Бұл таңда және кешке Алла тағаланы еске алу. Егер сіз оны таңертең оқысаңыз, ол күні бойға есептеледі. Қызық нәрсе, мен ұшақта ұшуға қорқам.
Мен ұшақта шамамен 200 рет ұштым. Чего-то боишься? Сен бірдеңеден қорқасың ба не? Қаңтар оқиғасынан кейін. Мен оның барлық стористарын көрдім. Ештеңеден қорықпайды деп ойладым. Менде 25 парашютпен секіру бар. Мен бұрынғы әскери адамымын. Тіпті бірде жүгері ұшағымен құладық. Бірақ өте жоғары болмады. Бір жерде 5-6 қабаттан құлап түсті. Қолдарым мен аяқтарым сынған. Бұл тіпті қорқыныш емес еді. Бірде мен отбасыммен демалыста ұштым. Ауа қалтасына түсіп, биіктіктен айырылдық. Елестете аласыз ба? Содан кейін менде фобия пайда болды. Ал енді мен ұшаққа отырғанда зікір айтамын. Мысалы, Астанаға ұшуға 1,5 сағат кетеді. Мен үнемі зікір айтамын. Мен электронды зікірді қолданамын. Как у стюардесс, когда они Жолаушыларды санайтын стюардесса сияқты, иә? Мен рекордтарды осылай жаңартамын. Ұшақ көтеріліп, дұғалар орындала бастағанда. Ұшақ көтеріле бастайды. Мен әлхамдулилла деп қайталаймын. Это в Казахстане бірден можно, если в зеріп Европе кететін летать, то сияқты. это тяжеловато. Да, потому что- Қазақстанда қалыпты жағдай, бірақ Еуропада ұшсаң қиындау болады. Эту историю. Да, ты знаешь, Неге? мы с Женевы в Брюссель Өйткені біз 2016 жылы ұшқанбыз. и у меня есть программа, которая там Мен бұл оқиғаны білем. намаз дает. Біз Женевадан Брюссельге Джокасистегі Бексұлтанмен бірге ұштық. Брюссель ты летишь. Ал менде намаз кезінде азан беретін Вы бағдарлама. самые черные. Елестете аласыздар? Біз ол жердегі ең қап-қарамыз. Мен өте қара болдым. И Менде у сақал меня да еще болмады. борода, и вот эти все Ланнистермен моменты. бірге кемеде жүрген И сияқты. там вот как будто вот Тақтар на корабле таласын онлайн көрген адам мені түсінеді. это «Игру престолов». Ұшып келдік, мен Аллаху Акбар деп айтқанда, сап-сары европалықтардың бәрі маған бір түрлі қарайды. Аллаху Акбар. И все вот эти европейцы, они все блондины, они так... И одна женщина... Ал вот мен так болсам, вот, это it's вообще okay как деп это қоямын. А потом Содан мы соң узнали, бөлек, оказывается, біздің за 2 келуімізге недели 2 до апта нашего қалғанда прилета, там, короче, бір гейтер гейтті не ланкестерлер взорвались. жағып жіберген. Террористы, да? Сондықтан Поэтому- сақ болыңыздар. Ақырындап жүр. Мен зікір айтқан кезде де көп адамдар ұшақпен ұшуға қорқатын. Челленджді бастады. Және барлығы оның не екенін сұрай бастады. Мен оларға былай айттым. Ой, ұшақта отырған адам осылай жасайды екен деп ойлайды. Сондықтан ұшудан қорыққандарды зікір оқып жатқаннан білуге болады. Дәретханаға бара жатқанда біреу осылай істеп жатқанын көресің. Әсіресе Атырауға ұшқанда. Записаны ко мне на консультацию. 3 сағатта ұшасың ғой ол жаққа. Тілім шаршап кетті. Вот 3 часа лететь. У меня уже язык заболел, я уже все, короче. Тілің качок болды дейсің ғой. Да, на языке. Да, 12. Иә, мен ол жерде 12 000 рет жасадым. Кері ұшқанда 15 000 рет. Я просто помню, Менің есімде ұстаз растаса да, растамаса да, пайғамбардың салауату сәлем зікірді жақын адамдардың сені біртүрлі деп ойлайтын сәтке дейін когда айту керектігін айтқаны есімде. Демек, сахабалардың зікір еткені сонша, имеется в виду, что типа настолько много, адамдар өздерін жынды деп ойлайды. что люди думают, Сахабалар дәретханаға кіргенде аузына тас алып, таста із қалдырған. Өйткені олар Аллахты көп еске алғандықтан, әжетханада мұны істеуге болмайды деген Да, хадисті и на біледі. этом камне оставались следы, потому что они настолько много поминали Аллаха, и чтобы в туалете это не поминать, они с камнем во рту заходили. Да, чтобы привычку остановить эту, да. Иә, бұл әдетті тоқтату үшін. Негізінде Алланы еске алу әр адамның тұрақты әдеті болу керек. Тіл кеуіп қалмас үшін Алла тағаланы еске ал. Күнделікті қарапайым өмірімізді алсақ та, үнемі зікір етсек, киім кигенде, шешінгенде, тамақ ішуге отырғанда, дастарханнан тұрғанда, ішкенде, ол да жеткілікті. Когда садимся, Онсыз да бір достаем күніңді еды, зікірлермен когда толтырасың. пьем. То есть вот это уже достаточно. Вот это уже запомнить. Міне тағы бір осындай сәт бар. Исламға кездейсоқ келдім. Мен бұрын атеист сияқты едім. Мен ештеңеге сенбейтінмін. Бір кезде менің бір досым, ол тәжік болатын, Египетте оқыған. Ал олар отбасында бірінші рет ана сөзін емес, құдіретті Алла деп айтуды үйренеді. По нации таджики, и у них как в семье там первый учится не мама говорить, а там Всевышний говорит, там Аллах, да, там Аллах говорит, первый учит, а не слово. Вот. И Ал вот олар они 3-4 там жастан 4 бастап лет намаз читают, оқиды. да. И вот я ему говорю, он мне тоже вот Ол маған не навязывает, ешқашан он вообще не еш говорит нәрсе про ислам, жүктеп, ничего, ислам у него туралы так, айтқан там, емес. он Ол слушает, жай ғана слушает, мешіттен пойдем шығып, к нам мені покушаем. шақырып, Оф. өз орындарына Там палау оф жеуге поставить шақырады. руками, короче, там. Оларға келесің, олар қолдарымен тамақ іше бастайды. 10-15 ер адам сөйлеседі және Маркетинг, короче. оларды тыңдау әрқашан қызықты болатын. Получился такой Және момент, бір что күнде просто мен я, таң намазына типа, ұйықтап, спал, оянсам,
менің телефонымда қосымша У жазылыпты. меня приложение как-то в телефоне как будто оказалось. Я не знаю как. Ну, Сен ұйықтап жатқанда досың жүктеп алған шығар. не знаю как. Жоқ, ол өз үйінде болды. Оянып, намаз оқу керек деп ойладым. Надо намаз Сосын, читать. Потом, жоқ, какой намаз читать? қандай намаз? Читать, короче. Мен оқи алмаймын А я ғой. просто Кейбір сөздер заложили есте в память сақталып что-то, қалатыны бар какие-то ғой. слова. И говорит, типа, по книжке можно. Ой, читать. кітаптан Как будто оқуды идиот с кем-то бастағанда разговаривать. болды. Я такой, какая книжка? Откуда Менің ты үйімде знаешь? дастарханда тек әумин мен бата жасай салатын совет Это одағында когда, өскен отбасында просто өстім. чисто там амин делают, в общем, там бата, да, за столом что-нибудь такие, казахпайское, да, вот, именно вот. У нас же так же всё Дәстүрлі отбасында дейсің ғой. традиционно так вот у казахов же делают, и ну и в целом у многих, да. Иә, жалпы көп адамдар сондай. Получилось так, что на Сондай-ақ коммунист жәшіктерде оказалось. дәл осындай До кітап сих пор у меня есть жатты. книжка, Бұл как кітап читать намаз. намазды қалай оқу керек деген атаумен. Знаете, и Менде по осы книжке. Я, короче, кітап просто беру, осымен короче, 5 жыл типа, жанымда надо жүр. еще мне говорили, Ал что-то сол түні мен помыться. кітаптан Я намаз пишу, оқи как бастадым. помыться? Маған да дәрет алу деген есіме түсті. Омовение, короче, омовение взял, потом пошел, ютубқа встал, и қалай что-то дәрет ушел. алу керек деп Как-то жаздым. ушел. Но получилось так, что Дәрет вот, алып, как бы, осы типа, жолға как келдім. это со мной было. Ал Ну, зікір было, туралы я неліктен рассказал. айттым. И вот Соңғы последний бір год жылда мен бизнес және было басқа такое, что я салаларда высоко, жақсы ну, дамып очень кеттім. хорошо поднялся. Менің В мотоциклдерім, плане бизнеса, машиналарым, всего, келісімдерім болды. поднялся. Сондықтан мен намаздарды Мотоцикл, қалдырдым, машины, және олар короче, такой жиналып момент. қалды. А, сделал, Мен хадистерді түсінбедім, рухани амалым жоқ. Не Намаз подходил, уақытында как мен бы, кездесуге хотел, жүгіретінмін. И на Магрибе Ал там мен остался, білмегендіктен Магриб почитаешь, кездесуге вечером там басымдық бердім. прочитаешь, вот не успевал. Бірақ бірде Алла тағала Стоял, былайша я же не айтқанда разбирался, төбемнен не был беріп, духовный бір практик. мезетте Получилось так, что барлығын я тартып ал. бегу, вот время намаза, Алла а я тағаланы бегу жаман навстречу. кезде емес, жақсы Е- болған нет уже, кезде я же не знаю, еске алу как керек получилось дейді. так, что я приоритет Егер ол ставил. сені көтерсе, Но сен түсіп, получилось так, тағзым что етесің. один раз мне, Бір короче, кезде там мен по бұл башке дал туралы Всевышний, да, ұмытып типа, кеттім. Все забрал. Ол мені В моменте, ұрды. и вот Мені говорят же, еске у нас түсіре именно бастады. Всевышний идет, да, Және когда тебе Алла плохо, тағала когда тебе мені хорошо. тағы да Если он плюске тебя жеткізе поднял, бастады. наоборот, отпустил. Сосын руханиятты зерттей А бастағанда, у меня такой момент был, ағайындармен что я, короче, араласып, забыл про это. жамағаттарды аралап, Бывает, когда хадистерді попадаешь үйрене в такой бастағанда, момент, мысалы, по башке ударил, сізде я вот 17:00-де потом жиналыс, он опять начал меня в плюс. ал 17:05-те намаз Такой болса, момент уже, кездесуге когда кешіккен начал дұрыс. духовность изучать, Ондай да, хадис мне бар. общаться, там, Оны какие-то нақты намазы жеткізерімді вообще білмеймін. узнавать Айтыңызшы, хотел. Даже вот асықсан когда жеріңде встреча, Алла тағала вот у жаратқан. тебя стоит либо встреча, Осындай 17:00, мағынада. либо там сейчас 17:05. Бұл хадисті дұрыс Лучше қалай опоздать на айтылады? встречу, потому Менің что не вот айтқым если келгенін вы түсіндіңіздер я ме? точно не доведу, наверное, скажете, да? Иә, түсіндім. Куда Сен ты хадисті торопишься, білесің то бе? и создал Всевышний, как бы. Жоқ, Посыл бро. такой, да? Ты торопишься туда, это создал Всевышний, а ты торопишься туда. Как правильно этот вот хадис? Поняли, да, о чем я? Да, примерно понял. Ну, Ты знаешь, да, хадис? что-то попутал. Не, бро. Нет? Мен сенің не айтып тұрғаныңды Это, короче, түсіндім. про то, что, типа, Қысқасы, пиши туда, бұл то, что асығудың қажеті жоқ екендігі Потому что туралы. время намаза он Өйткені создал бәрінде Время Алла тоже жаратқан. Да, ну, время, да. Уақытты А здесь да ол получается так, жаратты. что вот, как бы, Сендердің он уже асығыс бара жатқан создал- он кездесулеріңді создал де встречу, Алла тағала жаратқан а ты екен. туда спешишь. Типа, он Айтпақшы, создал. Иди. Расул В этом Абдуллаевтігін плане, танимын. кто, Расула, кто знает? Мен танимын, жақсы араласамыз. Слушай, вообще. В этом плане он вообще... Бұл тұрғыда ол өмірінде мүлдем асықпайды. Жолға шығуды жарты сағат қалды делік. Үйіне отырып, уайымдама, үлгереміз дейді. Ол әр қашан баяу жүреді. Қазақстанда көп адамдар осылай істейтін сияқты ғой. Жоқ, бұл тек тойға келгенде ғана. Шыққан кезде емес, түсіндің бе? Это когда Шақ европалық, ол мүлдем асықпайды. Нет, не когда Ал мен бұл самолет. жағынан Понимаешь, сәл самолет, он басқашамын. европейский. Мен асығып, И, жүр, он- кешігіп қаламыз деймін. Да, он вообще- Маған ертерек келгенім дұрыс. А я в этом плане- Бұл менің әкемнен қалған. Говорю, давай Ал быстрее, Расул, опоздаем, я иә жарайды, заранее приехал. қазір Вот үлгереміз деп, А, әйтеуір отца это, да. бірдеңе етіп үлгереміз. И Егер уақытында да ладно, жетпесек, сейчас успеем, им- басқа билет сатып аламыз дейді. он говорит, ну ладно, не успели, бланк. Бұл өте қызық, өйткені мен халықаралық компанияда жұмыс істеймін. Международная компания. Мен өте әртүрлі адамдарды көремін және тайм-менеджментті әркім үшін әртүрлі жолдармен жұмыс істейтіні қызық. Как тайм- Менде тайм-менеджмент бар. Мен оны ағылшын тілінде as like a prayer-based деп айтамын. Мысалы, менің жұмыста жиналысым бар. Мен енді зухырды оқуға сыртқа шығып, жиналысқа барарда, осының бәріне үлгеру керек екенін түсінемін. Яғни, менің миым намазды бірінші орынға қояды. То есть за подключить. Ал осы кезеңде маған бірдеңе жасауға үлгеру керек. Сіз айтқандай емес. Ставить, как бы, вот эти- Мысалы, это жиналыстар, попутно намаз. содан кейін намаз. я должен Керісінше, успевать мен бірінші в эти намаз промежутки және что-то содан успевать кейін делать, да. кездесулерді То есть қоямын. не- Бір қызығы, ол не сіздің вот- ойлауыңызды қатты Как өзгертеді. встречи, да, а потом намаз, а Сіз наоборот. кездесулер Намаз, жасаған потом кезде де к нему встречи. мен Вот уақыт так белгілеп, делать. То есть қай жерде это намаз сильно, оқимын, что- сол что уақытта интересно, қандай дұға это болады деп сильно- барып ойланамын. Меняет твой образ мышления, оказывается, типа, когда ты назначаешь встречи даже. И ты такой, окей, я сейчас назначу, я вижу, окей, я сюда иду,
где я прочту намаз, какой намаз туда, во-первых, выйдет или мен мұны мұсылман емес достарыма так далее, айтсам, так далее. олар адамдардан бұған И, соншалықты когда сақтықпен я қарайтынына когда қатты рассказываю, таң как қалады. бы знакомым, да, Және им бұл қызықты, такие вот өйткені сильные сөз ребята, үшін өте маңызды насколько, нәрсенің оказывается, құндылығын люди так түсіндіру өте бережно, қиын. да, к этому относятся. И вот это интересно, то, что, типа, объяснить ценность того, что для тебя, ну, очень ценно, это очень тяжело, на самом деле. То есть, бывает, ты у меня... Мен мұнда қалай екенін білмеймін, бірақ мен жиі намаз оқитын жер часто таппай бывают қаламын. проблемы с Өйткені нахождением Европаның места, орталығында, на самом деле, потому что мысалы, центре Европы Амстердамда ты можешь ходить мешіттер и, бар. Бірақ сіз оған очень жетуіңіз керек. мечети Ал есть, кездесулер но, наверное, туда дойти еще надо, как бы, а у тебя там встреча идет. Тугиза нет? Сендерде тугис бар ма? Google Maps, но в плане, Google типа, карталары. я так- Арнайы бөлмелері бар ма? Да, вот ты можешь... Бізде осылай, Знаете, что кафеға мы можем барып, подойти- намаз оқи алам ба деп айта аламыз. Можете, я вот намаз Европада олар сізді және не қалайтыныңызды В Европе не әрқашан всегда түсіне тебя поймут бермейді. просто, что ты Ал хочешь сен именно. find place for me Такой, дейсің. could you- Сіз түсіндіресіз, бірақ олар мұның не үшін қажет екенін Да. И ты түсінбейді. объясняешь, а я не понимаю, зачем. Есімде, бір мейрамханаға И я кіргенімде помню, как-то я зашел өтінішімді в один айтқанмын. ресторан, Бірақ олар и я мүлдем просто түсінбейді. Никакую просто не понимаю. Уақытқа қарасам, А я кеш вижу, что намаз басталыпты. уже уходит. Такой, ну ладно. Мен ол вышел, жерден там шығып, парк просто. сол Ну, жақтағы просто саябақты в парке байқаймын. прочел. Мен саябаққа кілем А там төсеп, очень много. намаз оқыдым. Ну, очень много. Ал ол жерде адам там көп сижу, болды. такой, ну, забыл Дұғамды вообще про оқып, них, вышел орнымнан такой, тұрып, уже, а бір он еуропалық идет, жігіт смотри, и маған на қарап меня смотрит тұрғанын один көрдім. парень, ну, я не знаю, такой. Біреу ғана ма? Посмотрит, такой, Көп болды. типа, Бірақ много, біреу но один ғана конкретно маған меня смотрит. арнайы Фильм қарады. вот. И вот один смотрит, Еще издалека, вот так, через зум, да? Маған былай И он на қарап, меня смотрит и такой, типа, жарайсың деді. типа, Мүмкін ол полиция шақырған шығар. Кнопки, полиция. не, он, Жоқ, типа, молодец, мақтады. типа. Шын мәнінде И де, ты видишь, намаз оқуды бастау Вот өте как раз қиын. когда люди начинают намаз особенно, я Сіз мұның бәрін жасай білуіңіз керек. это Мен өзім намаз оқи бастағанда таң намазын ғана оқитынымды ты айттым. должен успевать. Өйткені мен оянбайын ба деп Я сам қорықтым. говорил, что когда нас Фәжірден сәтсіз болсам, қалғандары не болады деп ойладым. Потому что я боялся, что я на фаджр не проснусь просто. Типа, если я зафейлю даже фаджр, типа, что будет с остальными? Да? Мен де таң намазын ғана Ну бастадым. вот я говорю, то есть это вот правильно. Я Дұрыс. так считаю. Неге содан бастап жатады? Что он первый, как Самый понедельник. Ең жеңілі. В плане легкого. Таң намазынан қиын бастау, асырдан бастауға болады. Таңертең тұру маған қиын емес. Сіз таң намазын үйде оқи аласыз. Фаджр как раз Ал күндіз қай жерде болатыныңды білмейсің. потому что он всегда дома. А в течение дня там неизвестно куда. Оны тудыратын ыңғайсыздық. Дисциплинирует же, правильно? Бұл да тәртіп. Дисциплинирует же Да, еще как да, раз. вот Я был приоритет точно басым намаза мықты. дисциплинирует, да, вот они. Мен де 2009 жылы осылай В бастадым. 2009 году, когда только тоже этот Фаджербек, да? Фаджибекте Фаджербек он болдым. тоже был. Содан біраз уақыт потом, кейін как- намаз мені тастап кетті. Да. Бірақ мен қайтуым Потом керек. какое-то время Содан мне кейін Шамил Алаюддиновтың жаттығуына нужно барды. было вернуться. Бізде 15-20 минуттық жеке сессиялар болды. Бизнес-тренинг. Мен одан, Аудинова. мен міне намаз істеп Да, и я у него спрашивал. қалай қайтаруға болады? И мы Не істеу керек? приватный Рухани сессия, там, емес, 15-20 минут, практикалық шешім бар ма? Я Ол, спрашиваю, говорю, вот сіз мне ешқашан намаз қалдырмайтын оставить. намаз Что-то бар как ма? вернуть? Сіз Есть үшін какое-то- ең оңай Нет, дұға какое-то қандай? духовное решение, Мен какое-то практическое асыр деп решение. жауап бердім. Он говорит, ну смотри, если намаз, который ты вот... Төрт ракат белгілі бір уақытта Самый легкий сағат намаз. 4-тен Ну, 6-ға аср. дейін шартты Аср, түрде. там 4 раката всего. Ол там, күн в сайын определенный момент, асырды там, оқы сидел деді. до 6, там, Мен условно. күн сайын асыр оқи Я говорю, ну, бастағанда, аср. Он говорит, ну, бұл аср читай өте каждый оңай болды. Я когда аср Мысалы, начал сіз читать, өте я оңай реально оянсаңыз, ал мен Да, таңертең просто әрең Вы, тұрам. допустим, легко проспать. Мен Я үшін очень бұл тяжело просыпаюсь. үлкен сынақ. Мне прям тяжело проснуться, это прям испытание. Я Мен просыпаюсь, тұрамын, читаю намаз как раз таки оқимын. намаз. Сосын таңғы ас Помоги ішемін. утра. Серуендеймін. Сосын таң сиқырын оқисыз. Жақсы. Медитация. Аффирмациялар бар. По-сексистски, брат. Бұл сексисті болды, бро. Короче, все, навел, жесть навел. Масло залил. Май құйып олсың оттың астына. Аффирмациялар туралы. Мен де бірнеше рет ойладым осы туралы. Вот мы делаем вот так. Намаздан кейін 33 рет зікір айтамыз. Егер сіз осы сөздерге тереңірек ойлансаңыз, және бұл ең жақсы аффирмация екенін түсінесіз. Шынымен де, мен әрине тікелей тереңдемеймін, мен ондай адам емеспін. Бірақ жалпы ойлағанда, мысалы, жақында оқып, көп ойландым. Субханалла дейсіз, бұл да Алла тағаланың пәк екенін білдіреді. Ну, опять, субханалла ты говоришь. Вот я просто недавно прочел это. Осылай біз 33 рет айтамыз. Субханалла. Ал жиі сөйлеген кезде мағынасы туралы ойлана бастайсың. Мы говорим. Саналылық По керек. сути, мы говорим 33 раза, если ты часто это говоришь, ты начинаешь задумываться.
именно, что именно тут имеется в виду? Вот, Под этим, да? То есть Да, осознание, да? осознание, да? Осознанность, о которой ты говоришь. Вот. жақында бір досыммен сөйлесіп талқыладым. Ол былай деді: субханалла, Аллаху акбар, альхамдулилла деген осы үш сөздің уақыты келген сияқты. Бір қызық Вот это айтты: про время, говорит. Интересно, неліктен уақыт туралы? про время, потому что Өйткені субханалла, субханалла, то, что, типа, Аллах чисто пәк, у тебя было бұл он өткенге, говорит, это про бұрынғы болғанға қатысты. Оны саған Алланың бергені тұрғысынан қарағанда, альхамдулилла, қазіргі жағдай с туралы. точки зрения, что Аллах тебе это дал. Да? То есть это про прошлое. Альхамдулилля это про нынешнее, то есть про твое состояние. А Аллаху акбар это говорит про твое именно будущее. Классно. Ал Аллаху Мы сейчас акбар будем вдаваться в болашақ тему именно туралы. вот, Мен тым если көп подумать, егжей-тегжейге мы тоқталмаймын. говорим, что у нас, Бірақ да, мен у нас ойладым, было хорошее- өткеніміз у нас тамаша, отличное было прошлое. бүгінгіміз жақсы. Альхамдулилля, Иншалла, настоящее. болашағымыз Аллаху акбар, зор деп типа, жатырмыз. такое отличное Сіз оны күніне кемінде 5 рет қайталайсыз. И ты такой каждый день 5 раз минимум, да, это повторяешь. Я так подумал, ну, Бұл шынымен де аффирмация емес пе? Немесе мысалы Алла тағаланың есімдері. именно Всевышнего, да. Именно Иә, Всевышний, Алла да, тағаланың делает есімдері. каким-то именно- Зікір мысалы адамға жетіспейтін Алла тағаланың есімдері арқылы жасалады. Делайте зикр именно аль-латиф имя, то есть мягкий. да. Жұмсақтық жетіспесе, әл-латиф зікірін айтады. Хаким. Мейірім жетіспесе, Да, это на самом деле әл-хаким. помогает. Және бұл Аффирмация — это шынымен идея көмектеседі. в исламе. То есть то, что ты ждешь от Аллаха, то, что с тобой и будет же. То есть всегда Исламда аффирмациялар бар. Вы Алладан не заметили, күтсе, что у сол людей, болады. которые Яғни очень әрқашан солай. негативны, Сіз өте жағымсыз адамдар, материалдық жағдайы нашар адамдар, қандай да бір себептермен олар өте жағымсыз екенін байқадыңыз. Олар әрқашан адамдардан проблема іздейді. Біреуді кінәлайды, бірақ олар өздерін кінәлі деп санамайды. Және жаратқан ие оларға осындай сәттер жібереді. Позитивті адамдар бар. Адамдар жамандық жасамайды және күтпейді. Жақсылыққа үміттенеді және олармен жақсы нәрселер плохо болады. не делают и Иә, исламда тура позитивті ойлау бар. Яғни егер сіз жақсы емес нәрсені көрсеңіз де, немесе сізге солай көрінсе де, сылтау іздей бастайсыз. То есть, Яғни даже бірдеңе вот болса, если вы 70 что-то сылтау увидели, іздейсің. нехорошее или 70 как сылтау вам кажется, таппасаң, попробуйте ай, найти оправдание. мүмкін оның мен білмейтін 70 сылтауы бар шығар. оправданий. Бұл Попробуйте позитивті найти ойлау. оправдание брату, если там что-то произошло. Если не Иә, сможете бұл никаких сылтау оправданий қызық. найти, то Мен бұл өмірлік ұстанымдарды өмірімде де, бизнесте де қолдандым. Қалай? Ендеше 70 емес, бауырыңды ақтау үшін мыңдаған себеп тап. Бұл ғайбаттың харам екендігі туралы. Олар сізге біреу туралы бірдеңе айтса, мен былай айтамын. Білесіз бе? Мен оған сенбеймін. Оған дейін бұл адам маған өз айтпады. Өйткені досыңды ақтауға мың себеп бар. Ол немен көмектеседі? Біріншіден сіз өсек айтсаңыз, шын мәнінде сіз бәрін тоқтатасыз. Әсіресе қызметкерлермен өсектессеңіз. Міне бізде мейрамханалар желісі бар. Осындай сәттер болады. Сіз хабарлассаңыз, мысалы, пицца жасаушы келеді. Сіз қоңырау шалып, ол неге жұмысын тастады? Ол жерде 2000 теңгені ұрлады. Мынаны ұрлады. Немесе осындай сәт болды. Тағысын тағы болды. Немесе былай болды. Басшылармен ұрысып қалды, немесе жұмысқа шықпады, және тағы да басқалар. Бізде HR менеджері бар. 50 адам келеді, ешкімді алмайды. Мен де ойланып, тереңірек үңіліп, исламды сонда қолдана бастаймын. HR отырады, мен отырамын, қызметкер келеді. Ол қазірдің өзінде қоңырау шалып, осында ол ақша ұрлады және тағы да басқа істеді деп айтады. Мен бәрі жақсы, енді мен сөйлесейін деймін. Ал міне, исламның техникасы осы жерде керек. Исламда бұл туралы өмірде қолдануға болатын әдіс тәсілдер көп жазылған. Ол отырады, мен, сенің атың Жандос па? Білесің бе? Бұрынғы жұмысыңда телефон соқты. Ақша ұрладың деді. Бірақ мен сенбеймін. Сіз мұны өзіңіз жасағанша. Біз сіздермен жұмыс істеуге дайынбыз. Дайынсыз ба? Адамда бірден жауапкершілік сезімі пайда болады. Өйткені ол өзін өзі таниды. Мүмкін солай болған шығар. Бірақ бұл оның мәселесі. Ал мен оған мұнда мүмкіндік беріп жатырмын. Адамға мүмкіндік бермейтінде біз кімбіз? Көрдіңіз бе? Бұл бизнесте де жұмыс істейді. Нәтижесінде бұл қызметкер ең жақсы және ең адал болады. Мен кассаны тазалап кетеді деп ойладым. Ондайларға бөлек қазан бар. Бұл шын мәнінде адамға деген сенім. Но потом, Иә, возможно, он ол там бір рет зацепился сүрініп, один раз, оған вот, ешкім ему потом сенбегендіктен сложно, может быть, жұмыс например, табу из-за того, что никто ему Содан больше кейін не олар верил. оған А тут, сенді. получается, ему поверили, он Иә, ол реабилитациядан өтіп жатыр. Міне екінші мәселе, аффирмациялар туралы. Ұстаз естіген сияқты. Мен қате айтып тұрған шығармын, егер айтсам, түзетіңіз, иә ма? Неліктен американдықтар табысты? Өйткені олар пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям 2 өсиетін орындайды.
Бірінші өсиет тұрғаннан кейінгі медитация. И второе, Біз намазға они тұрамыз. говорят, мы Олар делаем зикр, медитация үшін тұрады. намаз благодарим, а они Екіншіден олар риза. Мысалы біз зікір айтамыз. Олар дастарханға отырып ризашылығын білдіреді. Европе есть такое? Оларда ондай нәрсе бар ма? Иә, фильмдерде жиі көрсетіледі. Католиктер осылай жасайды. Не, мне кажется, все... Барлық американдықтар солай істейтін сияқты. Кто у нас? Дарсил, сен білмейсің бе? Дарсил, не знаешь? Я из Африки. Мен Африкаданмын. В Америке не делают так? Негізінен Они выполняют протестанттар. благодарность. И вот то, что мы... Ал Америкада олар шүкіршілік етеді. Осылай медитация жасайды. Ал біз зікір дұға жасаймыз. Иә, сұрайын деп едім. Таңертең тұру қиын деп айттыңыз. Бірақ Рамазанда сухурға қалай тұруға болады? Ол ұйықтамай. Да, я не ложился. Иә, мен төсекке жатпадым. Есть выбор. Өйткені менде таңдау бар. Усну, Ұйықтап, оянбаймын, немесе ұйықтамай тамақ ішемін. Таңертең ояну үшін Рамазан айында режимді түзетемін деп шешкен бір сәт болды. Мен түнгі 11-де ұйықтап қалып, таңғы 4-те тұруға тура келді. Ұйқым келіп, оятқышты өшірдім. Міне, мен ары қарай ұйықтап где-то жатырмын. в 11 часов. Ал мынау менің жатым бөлмем. Есік пен қабырғам бар. Ол жерде менің бөлмем бар. Ол жақтан үнемі суық жарық қабырғаға түседі. Будильник. Мен оянып, қабырғаға күдікті жылы сәуле түсіп жатқанын көрдім. Так, дверь, и там стена Уақыт получается. қарасам, И оттуда, таңғы 8 намазды да ауыз бекітуде де қалдырдым. Сондықтан таңғы сағат 5-ке дейін ұйықтамай, күндізгі сағат 1-де оянам деп шештім. Бақытымызға орай, таңертеңнен кешке дейін жүру керек болатын нақты жұмысым жоқ. Мен жай ғана блогермін, С жалқаумын. этого момента я решил, то есть лучше я не буду спать до 5 и буду просыпаться, пусть будет в час, ладно. Сен осылай оянатын шығарсың. Бәріне сәлем, пиццаға тапсырыс беріңіз. С утра до вечера надо ходить, да? Я блогер. Ұстаз, Денег. осыған байланысты сұрағым бар. Неге екені белгісіз, Алланың өзі бізді ұйықтатады. Сосын өзі күнде таңертең тірілтеді деп ойладым. Яғни бұл шын мәнінде таңдау мәселесі емес сияқты. Сіз оятуды таңдай аласыз, а ол жоқ И дейді. потом сам же возрождает каждый день. Жоқ қарағым, менде бұл жерде бір сәт бар деп ойлаймын. Выбора, кажется. Бірдеңе айтайын ба? Выбрать проснуться, а он скажет нет. Нет, ну смотри, здесь я тоже считаю... Онда сен де жауап берші өтінем. Сосын Назим, бүгін үстіз болған сияқтысың ғой. Барлық сұрақтарға жауап береді. Будто устаз у нас сегодня. Жоқ, сен менен сұра. Ты же у меня задаешь. Жоқ, мен ұстазға сұрақ Я тебе қойдым. в свой момент говорю. То есть тут я, допустим, у меня выбор проснуться. Мен бұл жерде таңдауым бар делік. Таң намазын оқып оян. Түстен кейін тұрсам, соңғы намазымды оқыған болып А шығады. если я просыпаюсь, Ал мен я оянсам, последний раз намазда оянам. спал, получается. Түсінесің бе? Понимаешь? Ал сен не айтқың келді? Жоқ, мен айтайын дегенім бар. Сіз таң намазына оянғанда нақты мәліметтер есімде жоқ. Бірақ шайтан сізді түйінімен байлап алады. Ал сіз тұруға тырысасыз. Әр талпынған сайын түйін шешіледі. Намазға тұрғанда бәрі жақсы болады. На намазный коврик, ну, как бы, уже все... Да, просыпайся, когда... Иә, оян, зікір қыл. Бір түйін шешіледі. Дәрет аласың. Екінші түйін. Таң намазын оқисың. Үшінші түйін. Чтобы не встать, чтобы не проснуться. Тұрмау үшін түйіндер бар. Вопрос. Ал Дарсилдің сұрағы туралы. Сіз мұны басқаша айта аласыз ба? Типа он имеет в виду все по воле... Мен сұрақты түсінген сияқтымын. Ол Алла тағаланың қалауымен түскі аста немесе таңғы 5-те тұрдым дегені. Егер сіз ұйықтап қалсаңыз, онда Алла тағаланың қалауымен. Ложимся спать. И вот Осы ма? это, Ну, вот Иә, вот такой вот. мен бір жерден естідім. он нас, утром да. он нас пробуждает. Да, и То есть потом Иә, бірақ таңдау еркіндігі әлі де бар екенін ұмытпауымыз керек. Ну, здесь, видите, Яғни бұл таңдау құқығымыз болмаса, өмірдің мәні де то болмас еді. есть, если бы у нас было бы вот так вот то, что мы, ну, вообще как бы свобода выбора не присутствовала, то какой смысл вообще тогда в жизни было бы? Да, это вот интересный момент. пройти уроки. А? Пройти уроки. Какие? Сабақ алу үшін. Которые Аллах дает. Қандай сабақтар бар? Свобода выбора Жоқ, не қараш, было, то- таңдау еркіндігі болмаса, неге біреулер жұмаққа, біреулер тозаққа барады? Все по его воле происходит. Оның қалауымен ғой. Выбор Иә, выбор должен бәрі быть өз еркінде, чтобы он бірақ имел адамға таңдау благодаря берілу керек. этому выбору Ол осы и таңдау получил- арқылы получил- оны получил. алады. Вот это интересный Иә, момент, ұстаз, это тоже бұл өте қызықты. Мен де естігенмін. Мен адамдармен жұмыс істеймін ғой. Бізде тренингтер, жеке өсу курстары бар, бизнес форумдары бар. эти бизнес-форумы и так далее. Ал адамдар ақша жоқ деп шағымданады. Өйткені Алла тағала солай шешті. И так далее, да. Мен Я сәл считаю, басқашамын. с моей точки Иә, зрения, бәрі Алла тағаланың қалауымен. Бірақ бізде әрқашан белгілі бір таңдау бар. Мысалы, сіз төсекте жатырсыз, басыңыз ауырып жылайсыз. У тебя голова Жарайды, болит, и ты тұрда думаешь, дәріңді у іш. меня голова болит. Ну встань, иди выпить. Алла тағала оны саған берді. Лимон выпить. Немесе мысалы,
бір астарлы әңгімеден кейін мен 2 жыл бұрын өмірлік ұстанымды өзгерттім. Одной притчи Бала суға батып жатыр. поменял свои жизненные принципы еще Естідің бе? после одной притчи. Көрермендерге айтайын. Мальчик тонет, Бала слышишь, суға да, батып давай, бара скажем, дорогим жатыр. зрителям, Кеме жүзіп келеді мальчик тонет, және оны потом- құтқармақшы болады. И там хочет его Ол оларға Мальчик, жоқ, нет, меня Бог Құдай мені құтқарады. Второй корабль подплывет, Екінші Бог кеме спасет, жүзді. третий корабль подплывет, Оларға Бог да спасет. солай айтты. Утонул, короче. Құдай Всё, құтқарады. попал, на небо Ол подплыл. суға Говорит, батып «О, кетті. почему ты меня не спас? Аспанға Я намаз кетеді. читал, зикр делал, я не знаю, фаджр Алла читал, тағала я жақындап, вот оразу неге делал». мені құтқармадыңыз Все можно деп перечислить, сұрайды. то, что он совершил. Намаз Людям оқыдым, помогал, я зікір там ифтар еттім, делал, ораза миллионы ұстадым. людей. Почему Мен ты адамдарға ну, көмектестім, дурак, что ли? миллиондаған Корабль адамдарға отправил. ифтар жасадым. Это про то, Неге что мені нам Всевышний құтқармадыңыз? дает вот эти возможности, а мы их не видим. Ал мы Алла начинаем тағала их оған, оправдывать. мен саған Например, ты 3 как-то кеме укрыл жібердім глаза, деп как-то открыл. жауап Или берді. у тебя был выбор не ложиться Бұл спать. хикая Алла тағаланың бізге осы мүмкіндіктерді үнемі беріп тұрғанымен, біз оны көрмей, ақтай бастайтындығы туралы. Давно тоже один. Мысалы, сіз таңертең көзіңізді аштыңыз немесе ұйықтамауды таңдауыңыз болды. Бірақ сіз басқа таңдау жасадыңыз. На самом деле Всевышнему дает эти... Жақында бір ұстаз айтпақшы, міне, мысалы, ақша сұрап тұрған адам. Бір адам миллион теңге сұрады делік. Негізі, бұл миллион теңгені Алла тағала Всё береді. миллион тенге. Бірақ бұл мүмкіндікті сол кісі көре ме деген мәселе. Яғни сәті сондай. Мысалы, миллион теңге сұрады. Дальше он не видит. Бірақ оны сұраған адам 200 мыңға ғана мүмкіндік көреді. Бірақ ол қалған 800 мыңды көрмей қалады. Дальше это выбор. Бұл да сұрақ. Сіз қалай ойлайсыз? Яғни, әрі қарай адамның таңдауы ол зерттеуді жалғастыра ма? Тағдырға келсек, мен де бұрын өзіме осы сұрақты қойған едім. Өйткені ол маған қатты әсер етті. Содан кейін түсіндім. Бұл жерде менің белгілі бір тағдырым бар. Тағдырдың бір сызығы, ал оның бойында бұл құдіреттің қалауы. Одна линия судьбы. Бірақ кейін бір ұстаздан сұрасам, ол жоқ, олай емес. Сіз Рик пен Мортиді көрдіңіз бе? Мен иә деймін. Я вот у одного устаза... Сіз доктор Стрэнджі көрдіңіз бе? Не так, говорит. Он говорит, Рик и Морти Иә, смотрел? міне сонда. говорю, да. Тағдырдың түрлі жіптері бар. Ал енді мына тостағыңды алып, осында қойсаң, ол саған аздап өзгереді. Разные нити судьбы. Ал енді Алла тағала біледі. И вот, Бұл допустим, если шынайы ты, қосында допустим, взял болса. эту чашку, Яғни поставил тағдырдың өзіңізге жасайтын жіптерінің барлығы у тебя да немного Алла тебя тағаланың изменится. қалауы. И вот Бізде тек таңдау бар. Аллах ведает, и это воля Всевышнего, да. Кейбір түзетулер енгізуге Эта болады. чашка была здесь, то есть именно все нити судьбы, которые ты можешь себе сделать, это все воля Всевышнего. То есть у нас лишь выбор, да, допустим. Какие-то корректировки можно Вы сделать. знаете, білесің бе, тағдырдың жазу туралы мынандай қызық хадис бар. Омар сахабаларымен бір жерге Шамға барады. Ал жолда келе жатып, ол жерге бармаңдар, бұл өлімге әкелетін ауру. Сөйтіп олар тоқтап, ол жаққа бару немесе бармауды талқылай бастады. Бірақ олар бармауға шешім қабылдады. Ал сол жердегі аскеттердің бірі, неге ол жаққа бармаймын деп шештің? Алла тағаланың қалауынан қашқыңыз келе ме? Омар былай деді. Жоқ, біз Алла тағала белгіленген бірінен, Алла тағала белгілеген екіншісіне өттік, дейді. Яғни, бұл олардың таңдауы болды. Ол жаққа бару, немесе бармау, бірақ бұл алдын ала белгіленген. Міне, санаға қатысты тағы бір қызық жайт. Зікірлерді, бекітулерді санау сәтіне тоқталды. Бірақ сіз ойдың не екенін ойлап көрдіңіз бе? Мысалы, мен жақында отырып ойладым. Ойлар дегеніміз не? Олар қайдан шыққан? Яғни мұнда келемін деген ойдың өзі шын мәнінде өзімнен емес. Тіпті келетін ойдың өзі Алла тағаладан. Даже сама мысль, которая приходит, это от Всевышнего. Бірақ тереңірек үңілсек. Да. То есть, если Иә, очень глубоко яғни өте терең үңілсең, бәрібір Алла тағаладан. Ал енді осы тұрғыдан қарасаң, неге дұға еткенде, неге тауфик жасамайтынымызды, Алла тағаладан сұрайтынымызды тереңірек түсінсеңіз. Тауфик деген бұл Қолдау. поддержка. Ну, Тауфик бұл әлсіз адамысың. Алла тағаланың әлсіз құлысың. Әлсіз екеніңді түсінесің. Уалла, маған тауфик бер дейсің. Яғни маған берекет бер, яғни шешімдеріме баракат бер. Және шын мәнінде біз оны сұраған кезде біз тіпті кейбір шешу сәтінде сұраймыз. Мысалы, сіз кәсіппен айналыссаңыз, кейбір шешімдерді біз қабылдаймыз. Ал ойға келген бұл шешімде Алла тағаладан. Сен түсініп тұрсың ба? Бұл кінәні басқа жаққа аудару сияқты емес пе? Жоқ, истихар намазын осында қосуға бола ма? Иә, мүмкін, жарайды. Истихар намазындағыдай бара бер. Лайфхак. Ең жақсы лайфхак.
Лайфхак. Мен үнемі осылай істеймін. Қысқасы, истихарды оқыдым. Бәрі жауап келді. Бардым, жасадым. Сіз мені білесіз бе? Ұстаз, толығырақ айтып бергеніңіз жөн. Негізінде бұл көпшілікке өте қызықты болады деп ойлаймын. Расында да мұсылманның өмірі қарапайым әрі жеңіл. Бұл дегеніміз, егер бұл болған болса, хадисте айтылғандай. Егер Алла тағала бір нәрсені алдын ала белгілеген болса, яғни мұсылман бір жақсылыққа келсе, ең болмағанда әлемдегі барлық адамдар осы жақсылықты жою үшін жиналады және оған жамандық жасайды. Олар мүмкін. Өйткені Алла тағала бұйырған. Және керісінше, егер ол жамандықты алдын ала белгілесе, онда кем дегенде барлық адамдар оған жақсылық жасап, осы жамандықты жойғысы келсе, олар жасай алмайды. Бұл бірінші. Ал қазірдің өзінде мұсылман, егер оған өмірде бір нәрсе болса, мүмкін ол сонымен Алла тағала алдын ала жазған. Бұл осылай болу керек еді. Ал енді тыныштық оған берсе, бұл бірінші нәрсе. Екіншіден, егер өмірде қандай да бір жағдай туындаса, және сізге қиын таңдау жасау керек болса, онда да Алла тағаламен кеңесіңіз. Алла тағаламен кеңесу бұл истихара намазы. Истихара намазы таңдаулы намаз. Яғни таңдау дұғасын оқып, Алла тағаладан не түс көру арқылы, не кеңес арқылы, не амалдың өзі арқылы дұға етеміз. Қалау. Әрекеттің өзін орындауға деген ұмтылыс. Яғни бұл әрекет сағат механизмі сияқты. Бәрі қалыпты болғандай жалғаса берсе, мұны Алла тағала алдын ала белгілеген. Яғни мысалы, өз өмірімнен мысал келтіргім келеді. Жиі жігіттері бұрылып, жұбайы жары истихара оқисың ба деп сұрайды. Истихара оқи, түсінде көреді. Түсінде бәрі қалыпты, бәрі жақсы дегендей. Бұл Алла тағаланың алдын ала жазғанын білдіреді. Яғни бұл жерде саған жақсылық бар деген сөз. Ал шын мәнінде, яғни олар үйленгенде, өмірде шын мәнінде баракатпен бата бар. Яғни бәрі жақсы, қарым-қатынастары жақсы. Міне ең жақсы кеңес. Біз кіммен кеңесетін боламыз? Ұстаңыз, өзіңізді ұстаңыз. Бәрі жақсы болады. Ең жақсы кеңес кімнен? Ең даналармен. Солай ма? Сен неге аяғыңды ұрып тұрсың? Әңгімелесейік, сөйлесейік. Ең жақсы кеңес Алла тағаламен кеңесу үшін мәнінде. Негізінде ойлар материалды, яғни біздің ойларымыз, толғаныстарымыз, бұлар бір дуалар, яғни бұл бағдарламалау. Сондай-ақ NLP, Neuro Linguistic Programming бар. Олар бұл не дейді? Бұл исламда да бар. Позитивті ойла, позитивті ойла. Мұхаммед пайғамбар саллаллаху салам, Алланың қалай ойласаңдар, ол сендерге де солай болады деген. Сіз қандай заттарды елестете аласыз? Біз оны қалай ойласақ, яғни Алла кешірімді, Алла мейірімді, ол да солай болады. Алла жазалаушы, Алла қатал десеңіз, бір жерде хадис бар сияқты. Әлде қайдан шыққаны есімде жоқ. Адам жазаға тартылған кезде ол жолға шықты. Олар оны сол жаққа жіберді. Ол сонда барады және бұрылады. Ыстық жерге барады. Барады да айналады. Олар оған, сен не үшін айналып жүрсің дейді. Мен сен туралы олай ойламадым. 532 сериалының соңғы бөлімі емес пе? Иә. Дәрсил, мен сәл қатты түсіндірейін. Яғни Алла тағала сонда сот жүріп жатқанда, сен тозаққа барасың дейді. Сөйтіп жүріп, айналады. Неге айналасың? Мен сенің мейіріміңе үміттенемін. Өйткені сен мені бұлай жазалайсың деп ойламадым. Болды. Сен кешірілдің. Басқа адам туралы да. Сен тозақтасың. Ол сондай. Ол тозаққа түсті. Болды. Ол дереу сонда тозаққа жүгіреді. Алла тоқтатады. Неге? Ол тозақ. Неге жылдам жүгіресің? Мен бұл өмірде, дүние, сенің бұйрығыңды орындамадым дейді. Мен сені тыңдадым. Мен қазір кем дегенде бір бұйрықты тез орындауға қалаймын. Жарайды. Кешірілдің. Жанатқа барасың. Бұл шынайы сәттер. Жағдайлар сияқты. Көңіл күйге байланысты. Бұл көбірек Алла тағаланың мейіріміне байланысты. Ол емес, көңіл күйден. Біз бәрін парадигма жағынан бағалаймыз. Өзінің объективтілігімен. Біз адамбыз ғой. Бірақ бұл Алла тағаланың хикметі, Алла тағаланың рақымы. Сондай-ақ Алла тағаланың жазасы біздің түсінігімізден тыс. Сондықтан осында. Также и наказание Всевышнего исходит за рамки нашего понимания. Поэтому Истихар намазына қатысты. Истихар намазы адамдар өтініш беретін күшті құрал болып табылады. Мен өзім туралы 1000 жағдайды айта аламын. Бұл қарапайым жағдайлар. Тіпті ең негізгілері. Кәсіпкерлер мен туристік саяхаттарды бастады. Бір туристік сапарға 20-30 адам жиналды. Кәсіпкерлер. Олар мұны бизнес ретінде бастап, атау таба алмай. Ат ойлап таба алмай басымызды сындырдық. Күнде 2 күннен бері басымызды сындырып жатырмыз. Барамыз, истихар намазын оқылады деп ойлаймын. Ал менде жаңа ғана кітап бар.
пайғамбарымыздың саллаллаху салам туралы оқығаным мұхаммед деп аталатын кітап. Мүмкін бұл кітапты біреу оқыған шығар арамызда. Өте күшті кітап. Ол менің үстелімде жатыр. Оқыдым, кітапты жаптым, истихар дұғасын оқыдым. Және ғана оқып шықтым, бұрылып қарасам, тәлімгер. Кітапта Мұхаммед пайғамбар тәлімгер. Мен тәлімгер сияқтымын ба? Ісіміз байланысты, бизнесте тәлімгер бар. Ағылшын тіліне қалай аударылады? Тәлімгер. Болды, атын солай қойдық, тәлімгер деп. Ментор саяхаты іске қосылды. Міне, осындай сәт. Содан кейін бір айдан кейін Грузияға сапарға бардық. Бауырларымызбен Грузияға баруымыз керек еді. Ал мен бизнестен кете алмаған сәтте мен оны сахнада мейрамхананың қосымша құрылысын бастадым. Не Грузияға 10 күнге кетейін, не мейрамханалар салып бітірейін деп ойладым. Ал дәл Таразыға осындай таңдау болды. Бұл Грузияға баруға, демалуға және осы жерде қарғыс атсын, кете алмайсың деген ағызғыру сияқты. Түсінуіңіз үшін мен сол күні таңертең ПЦР-дан өттім. Түнгі 12-де олар маған жауабын айтты. Таңғы 9-да жөнелтіледі. Истихар намазын кешкі 6-да оқимын, 30 минут өтеді, ПЦР-дан оң нәтиже берді. Болды, ертеңіне кетпеймін. Ал мен өзім ғана ойлаймын. Мен ауырмаймын, мен оны сезбеймін, мен оны аламын және сіз қалай ойлайсыздар? Что вы думаете? Гамлет жарылды ма? Астағфирулла. Сен не? Мен қабылдауға барам. Нәтижесі оң емес, теріс тест. Мен тағы екінші рет қабылдаймын. Менде теріс бар. Ал кеше ПЦР-дан оң болды. Сіз бұл сәтте түсінесіз. Солай емес пе? Бұл истихар намаз туралы. Барлығы енді түсініктемелерде оны жек көреді. Все, сейчас в комментах захейтят его. Жүр, әзіл ғой. Өтінемін, жазба. Сейчас же ораза. Ой, менде ораза бар ғой, тамақты неге алып жатырсыңдар? Бізде әлі уақыт жоқ. Достар, У нас еще время не настало. адам азық алады. Неге қарап отырсың? Оның маған қандай қатысы бар? Я просто хотел, пока у меня... Мен әлі ұмытқан жоқпын. Мен сенің бизнесіңді қалай істейтінді білемін. Анау вино. Вань, чувствуешь? Түске дейін ұйықтаймын. Жоқ, мен спортпен шұғылданамын. Негізі шалғайдағы жұмысым бар еді. Үнемі қоңырау шалып тұрамын. Маған біраз уақыт қиын болды, шын мәнінде. Үнемі баптау керек. Бірақ мынаны байқадым. Басында өте қиын болады деп ойладым. Яғни ораза кезінде демалысқа шығатын көптеген жігіттерді білемін. Демалыңыз, бір жерге барыңыз. Неге деп сұрасам, өйткені қалғандарымен уақыт өткізім келеді дейді. Яғни мен ораза кезінде өзімді ауыр жүктегім келмейді. Мен де көптен бері солай ойладым. Не хочу сильно нагружать себя во время уразы и так далее. Я тоже долгое время так думал. Содан кейін мен жақында ойладым. Бұл шын мәнінде де даулы мәселе. Мен өзімді жай ғана есіме аламын. Керісінше, неге екен белгісіз, ораза кезінде көбірек жұмыс істеймін. Ал оразаның мағынасы осы болса керек. Рамазан айында бәрі оңайырақ болады. Менде осылай. Все как-то идет легче. Ну, у меня так. Сонымен Работа. ерінуім кетіп қалды. Алла әйтеуір бәрін реттейді. Сондықтан бәрі саған қиын емес болып шығады. Как-то не так тяжело все, короче. Расында, Рамазан айы басталғанда жұмыста да оңай. Өйткені мен кеңседе жұмыс істеген кезде оңайырақ болды. Наоборот, легче. Тұрасың, бәрі ретімен. Күні бойы келіп жұмыс істейсің. Әйтеуір күн зымырап өтіп жатыр. Ал керісінше, жұмыс істемей Тағы да отырсаң, ұзағырақ өтесің. Менде назар аударуда қиындықтар У меня бар. работа, по сути, как программист. Мен программист болып жұмыс істеймін. Мен әрқашан назарда болуым керек. Для... Программист үшін ең маңызды дағдылардың бірі шығар. Ал менде онымен проблемалар болды. Оразаның алғашқы күндері мен компьютерге отырдым. Менің бір тапсырмам бар еді. Оны қазірге дейін бітіруім керек еді. Ораза басталмай тұрып тапсырма берілді. Мен оны ешбір жолмен аяқтай алмай алдым. Сонымен оразаның алғашқы күндері мен отырдым, құлаққапты кидім де, Я понимаю, что... мені алаңдататын ештеңе жоқ екенін түсіндім. Яғни мен тамақ ішпеймін. Осыған байланысты мен дәретханаға жиі бармаймын. Сен тек дұғамен ғана алаңдайсың. Ал менде сондай ағым болды. Яғни фокус бойынша. Мен өмірімде ешқашан бұлай шоғырланған емеспін. Мен өмірімде мұндай өнімділікке қол жеткізген емеспін. Таң қалдым. Әсіресе тамақ жегім келмеді. Бұл жай ғана бәрі назарда болды. Бұл кезде саған ешкімнің хат жазбағаны өте жақсы. Жоқ, жазып отырды, бірақ бәрі жақсы өтті. Бұл мені таң қалдырды. Оразада көбірек жұмыс істеу керек сияқты деп ойладым. Побольше как будто работает. Да, на самом деле, да, вот ураза, то есть не нужно. Шын мәнінде де иә. Өзіңе ауыртпалық түсірме дейді.
бірақ бұл жерде ниет басқа болу керек. Егер сіз демалыс алғыңыз келсе, демалыс алыңыз. Сосын Аллаға көбірек құлшылық ету ниетімен алыңыз. Бұл дұрыс ниет болу керек. Яғни мына жерден көріп тұрсаңыз, негізінен адамның ниеті қате болған. Ал мұнда керісінше, Рамазан айында осы сусындар мен тағамдарға алаңдамағаныңызда, адам өз өмірін қандай бөлігін осы табиғи қажеттіліктерге жұмсалғанын түсінеді. Олай етпесек, уақыт өте келе көбірек, баракат пен сауапты көтереміз. Ал шын мәнінде көп уақыт алады. Бұл адамның физикалық қажеттіліктеріне көп уақыт пен өмір жұмсайтынын көрсеткіші. Бұл өздеріңіз білетіндей ресми түрде оларда біз жұмысқа алады. Бізде 8 сағат жұмыс күні бар дейді. Негізінде былай ойласақ, 8 сағат жоқ. Яғни компанияда да адам күніне ең көбі 4 сағат жұмыс істейді деген түсінік бар. Өнімді 4 сағат, қалған 4 сағат мүлдем ештеңе істемейсің. Өнімсіз өтеді. Тарату керек пе? Иә, шашылып жатасыз. Қонақ үйі әлі ұйықтап жатқаннан кейін. Мен ұйықтаймын. Бұл менімен кеңесу үшін. Сейчас Инстаграм подпишу. Нет, просто во время вот первых дней, особенно когда я работал, я понял, что такое продуктивный. Алғашқы күндері әсіресе жұмыс істеп жүргенімде мен 8 сағаттың өнімділігі не екенін түсіндім. Сфокусированно сидеть 8 часов. Ал мені оразасыз оны жұлып алмас едім деп түсіндім. 8 сағат отыру өте қиын. Бұл көп энергияны қажет етеді. Бірақ Алла тағалам оны ораза кезінде 8 сағат бойы назарымды аударып, сыртқа шығып, ноутбукты жауып, бос қалдым. Мен жай ғана тыныштықпен тамақтандым. Тарауихке бардым, ұйықтап қалдым. Бұл өте керемет болды. По сути, Всевышний для себя создал. Алла тағаланың сен үшін мынандай құрал жаратқанын түсіну керемет. По сути, как вот роза тоже инструмент, да, по сути. Да, инструмент. Такой инструмент для тебя дал, который сізге көп сахаба береді, Б. Сізге көп көңіл бөледі, В. Көптеген қажетсіз нәрселерді қорғайды. Чего лишнего? Иә, бұл сонымен қатар денені қайта жүктеу. Мұның бәрі оразада бір нәрселермен байланысты. Мен сен білмеймін, бірақ бауырларыммен қарым-қатынасым жақсарып келеді. Өйткені сен оларды үнемі ифтарда көресің. Сізді жиі шақырады, сіз әлі де желіні жақсартасыз. Сен әлі басқалардың қалай екенін білмеймін, спортпен айналысасың. Керісінше, өзіңді жүктейсің. Ал бұлай, тура 30 күн. Мен солай ойладым. Неге 30 күн? Неге 20 емес, неге 10 емес, неге 50 емес? Өйткені менің түсінігімше, әдеттеніп кету үшін орта есеппен 30 күн керек дейді. 20-30 күн. Дәл осындай 30 күн жеткілікті. Ровно 30 дней, по сути. Ну, хватит. Жалпы, Алла тағаланың хикметі орасан зор. Мысалы, медицина тұрғысынан 30 күн ораза ұстау үшін жай емес. Өйткені адам 30 күннен астам ораза ұстаса, оның ақуызы, яғни бұлшықет массасы тұтына бастайды. Бұл пайдаға емес, денеге зиян тигізетін сияқты деп ойлауы мүмкін. Бірақ бұл жерде де Алла тағаланың хикметі бар. Саған сұрақ қойсам бола ма? Кейбір адамдар ораза кезінде көп салмақ тастайды, бірақ мен семіремін. Не дұрыс деп жатқан жоқпын. Во время поста очень сильно худеет. А я вот толстею. В чем прикол? Ну, это по-разному. Знаешь, там есть... Почему? У людей есть разный метаболизм, да, и... Білесіз бе, адамдардың метаболизмі әртүрлі. Люди, есть, как сказать, сейчас, подождите. Иә, сен семізсің. Ну, я пытаюсь как-то... Нет, просто жоқ, есть разные әртүрлі адамдар бар, және олардың метаболизмі әртүрлі, иә. Біреу мысалы бір типті, сондықтан ол типті төменгі бөлігіне жақсарады. Біреу мысалы іш қуысында қалпына келеді. Міне, бұл әртүрлі адамдар, әртүрлі генетика. Консультацияға жазылыңыз. Сіз де өте жекесіз. Так что индивидуальный вопрос даже. Ты такой вот индивидуальный. Сен оған консультацияға жазыл деп айтпадың ба? Вы не договорились, чтобы консультацию записался? Жоқ, мен жазылам. Саған не керек, кеңес пе? Кеңес беру тегін, кеңес беру пайдалы. Бәрі дәм татитындай, арықтайтындай программа жаз. Білесіз бе, өте дәмді тағам. Жоқ, олай дейтінім, қамқорлығымдағылар маған кеңес алуға келсе, мен оларға ас мәзірін жазып беремін. Және олар қарапайым өмірде жеген
жегеннен әлдеқайда көп жейтініне таң қалды. Бірақ біріншіден, олар салмағын жоғалтады. Екіншіден, олар өздерін жақсы сезінеді, және оларда толықтық сезімі бар. Олар мүлдем тамақтанғысы келмейді. Олар тіпті тәттілерге де тартылмайды. Яғни, негізінен бәрі сіздің диетаңызды нақты немен толтыратыныңызға байланысты. Егер бұл тағамдық құндылығы жоғары тағам болса, онда әрине, сізде мүлдем проблема болмайды. Осылайша сіз қарапайым көмір суларды жейсіз және ойлайсыз: "Я, мен ештеңе жемеймін. Калория мөлшері әлдеқайда жоғары. Егер сіз тамақтансаңыз, ол маған бәрі сәйкес келмейді және сіз салмақ жоғалтасыз" деп айтамын. "Я, мен ойлап отырмын. Қарғыс атсын, бәрібір арықтау керек. Бірақ мен де бақытты болғым келеді." Я вот хотел просто вас... Таңдау мәселесі ме? Мен сенімен түсіндіргім келді. Бірден естідім. Как-то вот хочу вас уточнить. Ифтар кезінде кешкі ас ішкенде мен тәжірибеші ретінде құрма жеп, су ішемін. Мы же как, ну, я как практикующий как делаю, я вот пью, кушаю финик, пью воду. Біраз отырайық, намазға барайық. И на намаз идем. Намаз примерно... Намаз 10-15 минутқа созылады. Пока мы пройдем. Біз келгенше, біз тамақтанып жатамыз. Не как-то один человек. Бірде маған мұның да даналық бар екенін айтты. Неліктен деп ойлайсыздар? Өйткені асқазанға біраз уақыттан кейін тойғандық сезімі келеді. Біріншіден, не үшін су? Су, өйткені ол біздің денемізді оятып бастайды. Мұхаммед пайғамбар, саллаллаху алейхи уассалам, айтқандай: "Кімде құрма болса, оразасын құрмамен ашсын. Егер құрма болмаса, оразасын сумен ашсын. Расында ол тазартады." Сондықтан су. Мен әдетте жылы суды ішуді ұсынамын. Тіпті сәл ыстығырақ суды. Өйткені суық су бөлме температурасында болса да, дене үшін стресс болып табылады. Сондықтан жылы су мен құрма ішкен дұрыс. Олардың калориялары өте жоғары және глюкозаның көп мөлшері бар. Сондықтан ол денеге осындай қанылықты береді және өз кезегінде дененің артық тамақтанбауына көмектеседі. Өйткені сіз құрма жегіңіз келеді және сізде қандай да бір қанықтылық бар. Сіз бірден тағамға секіргіңіз келмейді. Сондықтан сіз енді кейбіреулер сияқты үстелден бәрін сыпырмайсыз. Бұл жерде де даналық бар. Ортамызда бір ағамыз бар. Рамазан айы бітті, құрма мен суға ғана отырады. Барлығы ештеңе жемейді. Қазірдің өзінде де, айдың соңында да осылай. Сондықтан келесі Рамазанды да өз-өзімді сынап көрейін деген ниетім бар. Ифтар үшін бе? Жалпы айтамын. Ифтарға ашылады, сосын күндіз құрма жейді, су ішеді. Мен диетолог ретінде мұны ұсынбаймын. Ал таксинде шығып жатыр дейді, өзімді жақсы сезінемін дейді. Онда бәрі шығады. Бұлшықеттер, майлар, токсиндер мен су, шлактар кетеді. Жоқ, шындығында құрманың құрамында ғана калориясы өте жоғары болса, онда глюкоза көп. Тағы да бұл инсулиннің жоғарылауы. Бұл жерде инсулинге төзімділік болуы мүмкін. Яғни, жасушалар көп нәрсені жасай алады. Қарапайым тілмен айтқанда, қант тым көп. Солай ма? Иә. Сонда адам сезінбейді. Оның денесі сезбейді. Оның рецепторлары қазірдің өзінде де сезінбейді. Жалпы естідім, ауызашар кезінде құрмамен ашқандай дұрыс. 3-4 сағаттай жүреді. Намаз оқылады, таравихтан кейін келіп тамақтанады. Ишаға барады, таравих. И после таравиха приходит там, ну, чуть-чуть покушает. Кушает. Менің ойымша бұл өте жеке. Өзіңіз айттыңыз ғой, дене жеке. Мүмкін оның денесі сондай керемет шығар. Мысалы, егер мен тырыссам, онда менің инсулинім шынымен көтеріле ме? Ал ол неше келе жейді? Я прикол, по 6 килограмм ест, только финики. Жоқ. Мысалы, бұл қысқа мерзім болса, біздің ағзамыздың өзіндік қоры бар. Егер сіз бір немесе 3 күн бойы кейбір бұзушылықтарды жасасаңыз, онда бұл қорқынышты емес. Тіпті бірдей вегетарианшылар болса, олар да 3 жыл ішінде қорларын ысырап етеді. Сондықтан, олар қорлары бар кезде ет жеуді тоқтатқанда жақсы сезінеді. Осы дәрумендердің барлығы ағзадан таусылғаннан 2-3 жылдан кейін ол өзін қалай сезінетінін сезіне бастайды. Алғашында бәрі жақсы сезінеді. Бұл жерде де солай. Сірә, қазір бәрі жақсы. Ағза тазаланып жатыр. Бұл ішек, бүйрек, бауыр арқылы ағзаны детокс, токсиндерден тазарту.
Ал бұл жерде бізде жай ғана энергияның жоғарылауы, мидың шоғырлануы, яғни дене кетондарға ауысады. Әрине, қанша құрма жейтініне байланысты. Бірақ егер ол кетондарда болса, онда әрине ол өзін жақсы сезінеді. Детоксты сонша көмірсулардан бастауға Мен бола оның ма? қанша жейтінін білмеймін деймін. Профессионал. Біз сөйлесіп жатырмыз. Менің ойымша қазір ханымдар тақырыбы. А сам не буду так делать. Зор кардинал әрине. Что-нибудь по питанию. Тамақтану үшін. Ұстаз, енді бірдеңе болса түзетіңіз, бірақ кейбір сахабалар оразаны пайғамбар етіп қалдырғысы келген есімде. Өздеріңіз білесіздер ғой, ол оразаны ашпай-ақ ұстайтын. Яғни бұл тек пайғамбарлар ғана ұстай алатын ораза. Да, то есть это тот вид поста, который могли держать только пророки, если я помню. И Әйтеуір пайғамбар да солай істемекші болған. Бір сахабаны көріп, оны тоқтатады. Ол, сен мұны істей алмайсың. Өйткені мені Алла Тағала өзі тамақтандырады. Аллах Тағала, он сам меня кормит, сам меня поет. Ал саған рұқсат жоқ. Вам это Ал сахаба бұны қалайтынын Тогда айтты. он сказал, ну я хочу, да, то есть он сказал, тогда Олар оған жауап ретінде, олай болса, Дәуіттің орнын ұстандар. вот точно. После Яғни бір күн тамақ ішсең, екінші күн ораза ұстайсың. второй день ты постишься. Но Бірақ көбінесе мүмкін емес. Күн сайын емес. каждый день тоже нельзя держать. То есть наш вот пророк сам говорит, А можно Оразаны үзіліспен ұстаумен салыстыруға бола ма? интервальным голоданием? Ал кейбіреулер әрине осылай салыстырады. Егер сіз мұнда діни құрамдас бөлікті қоспасаңыз, онда сіз аласыз. Религиозную составляющую. Тағы бір айта кететін жайт, ораза кезінде КБЖУ бәрі бірдей есептелмейді. Бірақ оразада ол есептеледі. Все-таки считается. Жарайды, иә. Да. Что? Не? КБТУ? Калориялар, ақуыздар, майлар, көмірсулар. Ораза кезінде бұл тепе-теңдікті ешкім ескермейді. Сіз жай ғана ашыңыз және негізінен жейсіз. Жарайды, үзік ораза басқа. Олардың бірнешеуі бар. Просто еще Бұл жай ғана байланысты. 16-8, например. Мен уақыт туралы емес, оразаның түрлері туралы айтып тұрмын. Мысалы, бөліп жатқан спортшылар бар. Оларда үзіліссіз ораза ұстаудың өзіндік түрі бар. Мұнда өздерінің KBJU нормалары бар. Сондай-ақ үзіліссіз ораза бар. Бірақ оның қалай аталатыны есімде жоқ. Басқа KBJU нормасы бар. Тоже другой тип, и там другая норма КБЖУ. То есть Да, но в целом фастинг вот этот, интермитент. Иә, бірақ жалпы ораза үзік ораза мен май қабатын кетіруге арналған. Бірақ егер сіз күнделікті КБЖУ диетасын кірмесеңіз, сіз салмағыңызды жоғалтпайсыз. Суточный Дұрыс колораж па? свой. По сути, вы худеть-то и не будете, я правильно говорю? Потому что имеет значение только суточный колораж, правильно? Бұл жерде тек калориядан да көп нәрсе бар. Неліктен, мысалы, мен өз палаталарыммен калорияларды есептеймін. Өйткені бұл жерде бұл маңызды емес. Мысалы, міне торттың бір бөлігі осынша калория бар. Ал авокадо соншалықты көп калория бар. Бірақ олардың тиімді тығыздығы мүлдем басқаша. Хотелось бы вопрос. Рамазан челлендж туралы сұрақ қойғым келеді. Бұл жоба туралы не ойлайсыз? Қандай қызықтар болды? Мен әрқайсыңыздан өз пікіріңізді естігім келеді. Мнение Дамир бастайтын шығар. вас. Иә, ең алдымен қатысушылар бастаған дұрыс. Участники, наверное, должны. Да? Мүмкін қонақтардан шығар. Да. Можно с гостей. Әйт, мен бастайын. Начнем с меня. Жоба өте керемет. Проект очень Барлық крутой. үміттерден асып түсті. Очень крутой, превзошел все. Енді мен оразаға Что саналы түрде жақындаймын. вообще в Бұл целом спорт, руханият, дұрыс тамақтану. подходить это еще. Ең бастысы осы. Что это подходить. Тек Рамазан айында ғана емес, әрқашан осылай. Это Руханият маңызды. духовность. Тамақ денеге ғана емес, жанға да қажет. Самое важное. Тамақ бұлшықеттер үшін Ну, в целом, это не маңызды. только важно Спортпен во айналысу время маңызды. самого Рамадана, это Мен үшін негізгі түсініктер осы. Бұл әрқашан тәжірибеде болу керек. это же тоже Ал пища келесі для- Рамазанға пища осылай не только дайындаламын. для, Жоба барысында сізбен болған оқиғаны біріктірейік. духовности. Пищу по Иә, бұл жақсы әдеттер. Міне, осы жылы, осы айда мен көп нәрсені толтырдым. Көп түсіндім, білім алдым, руханиятымды толтырдым. Инсайт, я что я понял, Мен жадыма азық алдым. только во время Мен себя әрқашан толтыру керек екенін түсіндім. делать, это нужно всегда Сізде бірдеңе бар ма? Бірақ Вот. ішіңізде Уже, жеткіліксіз. например, уже Ал готовить мен мұны к қазір үнемі Рамадану. жаттығатын боламын. Вот, уже подготовка начнется. Иә, ой жағынан да, физикалық жағынан да. Уже будет понимание.
Да? Получается, закрепление того, то, что вот с вами в этот Рамадан челлендж произошло именно. Вы хотите закрепить это на постоянку, да? иә, бұл жақсы әдеттер. Міне осы жылы осы айда мен көп нәрсені толтырдым. Көп түсінбедім, білім алып, руханиятымды нығайттым. Мен жаныма азық алдым. Мен әрқашан толтыру керек екенін түсіндім. Сізде бірдеңе бар, бірақ ішіңізде жеткіліксіз. Ал мен мұны қазір үнемі жаттағатын боламын. Там где-то нужно знания дать и так далее. Но это же пища для духовности, для души же. Вот. Души, да. Я получил вот пищу для своей души. Я понял, что нужно всегда наполняться. Потому что бывает такое, когда у тебя все есть, и вроде что-то не хватает. Вот этого не хватает. Вот. И всегда буду практиковать теперь это. Наполняться духовностью, так сказать. Дарсил, тәлімгер ретінде қалай ойлайсың? Участник именно. Все верно. Я думаю, что... Дұрыс менің ойымша. Дамир жобаның мәнін түсінді. Неліктен бұл сынақ? Өйткені біздің көрермендерге, жазушыларға мұның барлығын қалай дұрыс жасау керектігін айтып, содан кейін оны өміріңізге енгізу керек болды. Дамир, сенің дең болғанына қуаныштымын. Мен мұны өзім үшін өте экологиялық тұрғыдан оң қабылдадым. Және сен адамдарға үлгі боласың. Оларды шабыттандырасың және әрине өзіңді одан әрі толтырасың. Рамазан челлендж сізге не алып келді? Қандай түсінікте алып келді? Какое-то понимание, создание инсайты какие-то вот. Әрине, өмірде берілген әрбір оқиға сабақ алуға, пайдалы танысуға мүмкіндік береді. Біз бәріміз бір-бірімізге пайдалы болдық. Және біз одан әрі дос бола аламыз деп үміттенемін. Я очень надеюсь, что мы друг другу все были здесь полезны в чем-то, и можно дальше продолжать дружить. Ал сен өзіңе не алдың? Именно вот в этот челлендж. Жаңа палата. Жаңа жазылымдар. Новый абонемент. Что мне это протест сказали? Міне, екінші, үшінші және төртінші абонемент. Будем дальше общаться. Второй абонемент. Третий абонемент. Четвертый, пятый абонемент. Қарлығаш, сен қалай ойлайсың? Как ментор, как наставника. Ну, вообще очень хороший опыт. Жалпы, өте жақсы тәжірибе. Мен бұл жобаға қатысқаныма өте қуаныштымын. Өйткені ең бастысы Рамазан айының қалай өтуі керек екенін, осы айды қалай өткізу керектігін, нені өткізу керектігін адамдарға дұрыс көрсету үшін қатысушыларымыздың мысалын пайдалану болды. Сіз жасай алатын жаттығулар қалай дұрыс тамақтану керек. Менің ойымша, ораза ұстағысы келетін, бірақ неден бастарын білмей жүргендер көп. Ал бұл жоба оларға бұл туралы көбірек білуге көмектеседі. Және келесі жылы олар, иншалла, ораза ұстай бастайды. Держать пост. И это им будет в помощь. Такая информация. Я очень надеюсь. Супер, класс. Керемет. Назим өз ойыңды айт. Ваше мнение? Я для себя понял. Рамазан айында барлық шайтандар шынжырға байланғанын өзім түсіндім. Все шайтаны заковываются в цепи, но остается... Бірақ бұл уақытта адамдар неліктен күнә жасай береді деген сұрақ сол күйінде қалады. Рамадан, да? Такой вопрос. Себебі жыл бойы шайтандар біздің бойымызда кейбір жаман қасиеттерді қалдырып, қасиетті айда күнәға батамыз. Оставить в нас какие-то вот эти вот плохие качества для того, чтобы мы грешили во время месяца Рамадан. Менің ойымша ең бастысы, сіз осы 11 ай бойы өзіңізді жақсылыққа дайындап, шайтанның күштерімен күресуді тоқтатпауыңыз керек. Не переставать бороться с силами дьявола. Жестко. Қатты тоқтатпауыңыз керек. Күресуді тоқтатпаңыз, өзіңізді сынаңыз. Себе челлендж, потому что, вот, как вы сказали, челлендж, на самом деле, есть же два типа джихада. Джихадтың екі түрі бар, кіші және үлкен. Кіші джихад – бұл бәрі айтып жатқан соғысқа бару. О котором BBC, CNN все говорят. Ал үлкен джихад – бұл өзіңмен күресу, жақсы болу. Ал одан әрі күнә жасамау үшін қалған 11 айда еңбек ету керек. Рамазан айы осы байланысты деп ойлаймын. Работать, и я думаю, Рамадан это тоже про это. Осы жерде мен қызықты жағдай қосам. Неге осы айға осындай руханиятпен келдіңіз? Осыдан тура бір жыл бұрын бір хадис естігем. Дәл айта алмаймын. Кеше сіздерден үміттенемін. Ұстаз, біліп жатсаңыз, түзетіңіз. Алла тағала шайтанды тұзаққа жіберді де, бәрі, оны неге жіберіп жатырсың деп сұрайды. Оны жерге жібер, сонда құлдарыңның күнә жасайтынын көрсетеміз. Дұрыс па? Шамамен осылай сияқты. Және ол былай деді. Я, олардың сенсіз күнә жасайтынын білемін, бірақ олар менен кешірім сұраған сайын, мен оларды кешіретінімді білді.
Ал мына жер бетіндегі бір мақсатымыз Алла тағалаға біздің бар шайтанға бағынбайтынымызды және оның ойымен ойнамай, онымен үнемі соғысатынымызды дәлелдеу. Играть по его играм, по его правилам. Да, вот. Оның ережесімен ойнамайтынымызды, шайтан жабылған кезде де бұл сынақтан сүрінбей өтетінімізді көрсетіп, 11 жыл жаттығып Потом келеміз уже екен. проходим это испытание во время уже, когда уже шайтаны закрываются. Демал, көтеріл. Кайфуем. Когда они там отдыхают. Ал олар демалып жатқанда біз 11 ай бойы бұған қалай дайындалатынымызды тексереміз. Бұл тұрақты жаттығу. Мен осылай жаттығамын. Өте күшті. Расында да адам 11 ай бойы дайындалмаса, сезінбесе, Рамазан оған ешбір пайда келмейді. Принесет, получается, да? Негізгі ой осы. Основная идея, да? Жақсы. Назым ваша, да? Супер, классно, отлично. Нәрікбей, сен не айтасың? Айтайын дегенім, бұл жобада Арай және Дамир деген екі қатысушы болды. Мен Рамазан әр адамға арналған жоба екенін түсіндім. Два участника же, Рай и Дамир. Рай еще. Да, и просто я что понял, то что, по сути, Рамазан, как бы, это и есть проект, по сути, для каждого человека. То есть, как вы знаете, Өздеріңіз білетіндей жобаны басқару бар. Жобаның мақсаты, міндеттері, миссиясы, орындалу мерзімі болу керек. там дедлайны и все такое. И это вот это все есть в Рамазане. Мұның бәрі Рамазан челленджде бар. Кез келген мұсылман үшін бұл жоба ретінде қарастырылу керек. Ол басталады және аяқталады. Он должен подходить к этому как к проекту. То есть он начнется, он закончится. Но в этот промежуточное время надо поставить задачу. Осы уақыт аралығында тапсырмаларды қою, оларды орындау, бақылау процесті, оны аяқталуын қадағалау керек. Ал бұл ең алдымен мұсылманның өзі осы қасиетті айға дұрыс жақындауға үйретеді. Бұл уақыт кем дегенде сіздің өмір салтыңызға, қалай оянатыныңызға, қалай тамақтанатыныңызға, қалай ойлайтыныңызға байланысты болу керек. Және бұл жобаны орындаған барлық адамдар үшін өте жақсы. И мне кажется, это хороший такой, в первую очередь, посыл для самих мусульман, которые смотрели на это. Бәлкім, иншалла, келесі жылы да адамдар осы әдістерді қолданар. Дұрыс тамақтану, мақсат қою, спортпен айналасу, тарауихқа барып, кітап оқу, Құран оқу. Білесіз бе? Мен ең бастысы Рамазаннан кейін қалай өмір сүретінімізді екенін түсіндім. Главное, мне кажется, знаете, что я понял, то что вот сколько я вот держу себя, я вот одно понял, то что Рамазан мы проведем, но важнее, как мы будем жить после Рамазана. Бұл маңыздырақ сияқты. Егер біз өте салқын өмір сүретін болсақ, өте жігерлі, зарядты, позитивті, Құдайдан қорқатын болсақ. Бірақ Рамазан біз келген кезде, біз бұрынғыдай болсақ, бұл дұрыс емес деп ойлаймын. Такими же, какими были до, то мне кажется, это не очень. То есть, Я онда Рамазан айының пайдасы болмайды. Польза Рамазана. Рамазанның пайдасы Рамазаннан кейінгі 11 айды керемет өткізу. Следующего Рамазана. Чтобы не растерять. Жиналғанды жоғалтпау үшін. Өз бойымызда қалыптасқан әдеттердің бәрі. Из-за этого я считаю, Сол себепті жоба тым қиын болмау керек деп ойлаймын. Неліктен? он не должен быть слишком сложным. То есть, почему важно не быть слишком сложным? Потому что следующий 11 Өйткені месяцев келесі 11 айда сіз бар нәрсені қайталай алмайсыз. во время Рамазана нету шайтанов, как вы говорили. Из-за этого Өйткені азан кезінде шайтандар болмайды. Сондықтан бізге мұны істеу оңайырақ. гораздо сложнее. Даже попробуйте в обычном. Бірақ қалған айларда ол болмайды. Очень тяжело, на самом деле. Особенно там, не знаю, летом, да, попробуйте. Тіпті қарапайым күндерде де оразаны ұстау өте қиын. Оны әсіресе жазда көресіз. Мәселе осыда. После Рамазана. Кішкентай нәрселерді Рамазаннан кейін қолдануымыз үшін тұрақты етіңіз. Рамазанға дейін Құранды оқысақ, кейін оқу керек болады. Ораза кезінде спортпен айналысқан болсаңыз, одан кейін де жаттығып тұру керегіңіз керек. Бұл кез келген сынақтың мәні. Тіпті үнемі орындау керек жаттығулардың бірі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дүйсенбі және бейсенбі күндері ораза ұстанғандықтан ол да жыл бойы жалғасатын жаттығу сияқты. Бірте-бірте үйреніп кетесің. Рамазан айы емтихан сияқты. Легко. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алланың алдында ең жақсы амалдар аз, бірақ тұрақты деп айтқан. Яғни Рамазанда жасаған ісімізбен ортақ ұлылықты біріктірдік. Әрі қарай ол сәл болса да қалуы керек. Чуть-чуть, но должна остаться. То есть, если она хоть чуть-чуть останется, Бірдеңе қылса, Рамазанның пайдасы бар. Рамадана прошла. Сіз айтқандай, сізбен біз көтерген сынақ одан әрі жалғасты. Все выразились, да? Он закрепился дальше, и он пошел дальше. Это благословение. Бұрын дінді зерттей бастағанда, Рамазаннан кейін жарты жыл бойы сахабалар Начинал изучать религию. Алла тағаладан осы айды қабыл етсін деп жалбарынса, Подвижники именно басқалары келесі айға дейін өмір сүрсін деп 6 ай дұға еткені туралы неге мұндай хадис келеді деп ойлады. другие полгода молились, чтобы он дал им дожить до следующего месяца. То есть вот именно что
Білесіз бе, мен осында қосқым келеді. Я вот недавно словил себя на мысли, мы читаем Жақында мен пандемиядан 2 жыл тарауих оқымадым деп ойлап қалдым. пандемии. Неге жер астына бармадың? Бұл Европада. Үйлерде туда. Мен өзім үйде оқыдым. Өйткені шынымды айтсам, мұны істеу мүмкін емес еді. Не было возможности это делать. Но Бірақ тарауих болған бірінші күні мен әртүрлі сезімдерді сезіндім. ну, это совсем другие чувства. И ты Міне ұстаз, өзіңіз айтқандай, келесі Рамазанға дейін өмір сүру. Кешіріңіз, бірақ көбісі әртүрлі жағдайларға байланысты аман қала алмайды. лично знаю. Біраз пандемия, адамдар. да, вот Да, из-за период пандемии, там, пандемии, из-за да. чего еще много. Ал мен орнымнан тұрған сәтте мен 2 жыл бұрын намазды бұлай ұзақ оқылмайтынын ешкім елестете алмаған шығар деп ойладым. В момент, когда вот просто я... Және просто- бұл мүмкіндікті я просто үлкен подумал, бағалап, что 2 ораза года ұстап, назад никто и подумать не мог, что он слишком... тарауихты бірге оқу керек деп ойлаймын. Потому что надо, мне кажется, очень ценить это время и вообще эту возможность, что мы можем просто поститься и просто быть вместе, читать таравих. Спасибо. Ашықтан бас тартқаныңызға рахмет. Да, Өйткені потому что пандемия во время кезінде пандемии мешіттер бірінші болып В жабылды. первую очередь закрывались мечети. Это очень Бұл тяжело. өте қиын болды. Өйткені ислам бойынша, шариғат бойынша, муфтият По өз исламу, үкіметіне по шариату бағынады. подчиняется своему правительству, да? Кейбір Вот жабық определенных болған, кальянок, да, бірақ которые ашық болатын были кальяндардың закрыты, но были айырмашылығы. открыты, да. И во время... Ал осы 2 жыл әдеттегі намаз үшін мешітке кіру өте қиын болды. Ал бұл жолы обычный қиын намаз, болды. да. И вот это вот расстояние тоже тяжело было. Сондықтан Поэтому щас Аллаға хвала мақтаулар Всевышнему, болсын. Очень круто, что... Плюс на самом деле, Расында да бұл Рамазанның артықшылығы тарауих. как мы соскучились. Мұны бәрінің қаншалықты сағынатынын білесіз. Мешіттер толы. Адамдар намазды, жиналысты бірге өткізбейді. Сіз иықпен сезінгенде басқа сезім, және сіз бірге дұға оқисыз. И Рамадан Рух челлендж, бірлігі. он тоже запущен, если бы была пандемия, он Ал егер пандемия болса, біз Рамазан челленджін бастай алмас едік. пособие для- Бұл мұсылмандарға жаңадан бастаушыларға арналған нұсқаулық. Олар өзін қалай ұстау керек, қалай ораза ұстау керек екені, қалай бастау керек екенін үйретеді. какие-то для тех, Ал ораза кто ұстанғандар үшін себе лайфхак какие-то олар өздері үшін Много бірнеше людей, на лайфхак самом деле, жасады. вот я обратил внимание, Маған бірнеше жыл ораза ұстағанмен тамаққа да, спортқа да мән бермеген көптеген адамдар жазады. Өйткені бұл да маңызды. не на спорт, то есть Және тоже вот. осы негізгі аспектілерді И көрсеткен Рамадан Рамазан челлендж, челлендж болды. дополнительно вот этот Ал биылғы Рамазан тарауих намазын оқи этот бастағанымызбен Рамадан есте қалады деп ойлаймын. помнится, как тема, Ақыры что на самом деле оған мы келдік. Устали читать таравих, пришли к нему наконец, да. То есть 2 года мы его не 2 жыл бойы оны сағындық. скучали, Үйде оқыды. читали дома. Қазір бәріміз Сейчас мы бірге собрались, жасап вместе это жатырмыз. делаем, да. Қандай тамаша. Замечательно. Бірақ Еуропада бұл тыйымға салынған ба? Было запрещено, да, то есть получается. Негізі жалпы елге қарай мешіттер ашылып, жабылып жатты. Открывались, то закрывались, но... Сіз не қосқанымызды білесіз бе? Мен Қазақстанда тарауих намазы қалай оқылатынын ұнайды. Просто именно в Казахстане мне нравится... Басқа елдер туралы айта алмаймын. Потому что... Көбінесе толық оқығандықтан хатым жасауға тырысамыз. Яғни сіз кім дегенде 1,5 сағат намазға тұрасыз. Час-полтора часа ты стоишь на намазе. Ал басқа елдердің көпшілігінде мұндай болмайды. Олар хатым жасамайды. Қысқа сүрелерді оқуға болады. Да, то есть... 20 ракағат оқуға болады. Бірақ өте тез. 20 ракатов, но очень быстро, да, то есть... В этом, ну, в наших... Біздің елде 2,5 сағат оқитын мешіттерді білемін. Бұл меніңше мүлдем басқа. То есть представьте, что вы 2... Ну, просто это Мен білмеймін. Бұл күн сайын 30 күн қатарынан 2 сағат Құран тыңдау сияқты. подряд. Ал кешке ауырып, Каждый день ұйықтап қалып 30 дней жатқанда. Құран именно вечером, когда ты чуть-чуть клонит ко сну, на самом деле. Ақылсыз синергия. Да, и Иә, дәл қазір сіз өзіңізбен күресіп жатырсыз. Оқи аласыз, тыңдайсыз. есть момент, ну, имеется в виду, я просто знаю, что вот есть Это же люди- Бұл да өзі нәпсінің тәрбиесі. Навса, да, своего эго, да. вот я просто знаю, Мысалы, вот есть медитациямен айналысатындар бар. Ал ол жерде шарттардың бірі адамның миын бәрін жеңілірек қабылдау үшін аздап жартылай ұйықтау күйінде болды. чтобы у тебя какие-то мысли зашли. Легче в транс зайти. Да, чтобы... Ал шын мәнінде тарауих та осындай ғой. Яғни жартылай ұйықтап бара жатқан күйде 2 сағат тұрып Очень оқисыз. долго читаешь. В полусонном состоянии, стоя. То есть, как бы... Бұзаулар ауырады. Да. Зависит. Иә. Да. Бірақ сосын жақсы ұйықтайсың. Да. О чем думать во время таравих? Тарауих кезінде не ойлайсыздар? Интересно, да? Мен әрқашан Потому что, қызықтарды. Допустим, есть определенные... Айталық, суры, өйткені которые сіз ты білетін сүрелер бар, бірақ 90% сіз білмейтін сүрелер. Это сура, Мысалы Баққараның ортасы. не знаю, середина Бакара, да?
И в это время о чем нужно думать? Ал бұл уақытта не туралы ойлау керек? Поток Өзіңізді қалай шоғырландыруға болады? намаз Өйткені ойлар ағымы құтырған. концентрировать. Намаз кезінде де өзіңізді қалай шоғырландыруға болады? Ну, Бұзылу бар ма? именно в отношении... Тарауихқа қатысты ма? В отношении Ұзақ намазға келетін болсақ, оның не туралы екенін білмесең, имам не оқиды? ты не знаешь, о чем идет речь, когда читает имам. Вот, Жарай, долго именно- 5 уақыт намазда әрқашан бірге мұсылмандарға өздерін білетін сүрелерді бастарына оқуға кеңес беремін. Именно, ну, максимум какие знаете, Әдетте имам 5 уақыт намазды тарауихтағыдай емес, ұзақ оқымайды. не как в таравихе, да? Поэтому, ну, в принципе... каждый Негізінде занимается әрбір мұсылман кем дегенде знает 2-3 сүре біледі. минимум. Соны қолға Читать алады. те суры в голове, Және ештеңеге алаңдамау үшін который он знает. намаздың өзін ойлау керек. возможно. И далее, чтобы не отвлекаться, не уходить, думать о самом намазе. То есть мысли Ойлар разные. әртүрлі болуы мүмкін. Думайте Намаз в намазе, кезінде әрі қарай қандай әрекет жасайтыныңызды, думайте в намазе о қалай том екеніңіз действии, которое вы және следующее не сделаете, істейтініңізді как вы ойланыңыз. что сделаете. То есть, получается, вы как бы в намазе и думаете о Намазда намазе. екенсіз, То есть мысли тек про соны намаз. ойлайсыз. То есть Сіз алысқа не уходите бармайсыз. далеко. Бұл сондай Именно такой лайфхак. хакерлік. В принципе, сколько я советовал... Негізінде бұл бәріне оңай. Когда Мысалы, адам Құран оқығанда келесі әрекетті белден иілу болады деп ойласа, енді тұрамын деп ойлайды. да, то есть поясной поклон. Когда в руку находится, говорит, то есть думает о том, что же он станет. Бұл үнемі ойлар тізбегі және ешқашан ештеңеге алаңдамайды. То есть если так делать, то Я просто Жаңадан бастаған кездегі өзімді есіме түсірдім. Сахабалар намазды қалай оқитын туралы кітаптарды оқыдым. Сонда олардың Алла тағаланың алдында тұрғандары туралы жазылған. Мен бірден ойлана бастадым. Енді мен тұрып дәл солай істеймін. Бірақ мен орнымнан тұрып, барлық ойлар бірден әр А я жаққа вот шашырап представляю, как будто кетті. вокруг... Бірақ мен өзімді Меккеде және жел шеңберлен аралаймын деп елестетемін. Мен барам. Осылайша намаз жалғасады. Бірақ сен тұрсың. Мен өзімді жүріп келе жатқандай елестетемін. Там хожу, а я стою. ну, здесь... Бұл жерде лайфхак әртүрлі болуы мүмкін. Ал мен осы сәтте Алла тағала маған қарап тұрғанын елестетемін. Және осы сәтте сізде бір кішіпейілділік пайда болады. Да, и ты чувствуешь такую вот эту смиренность, вот это вот. Иә, білесіз бе, бұл өте ұқсас. на то, что вот многие, наверное, люди... Көптеген мұсылмандар, Это очень такой... яғни намаз адамдарға түсірілген кезде, Когда, по сути, когда енді намаз сәл шегініс жасайды. послан, да, то есть людям во время... я просто чуть-чуть отвлекусь просто насчет... Жақында бірдеңені оқыдым, ол маған қатты әсер етті. Повлияло. Есть такой... Если вы читали биографию нашего Пайғамбарымыз пророка, саллаллаху салям так называемый өмірбаянын оқыған болсаңыздар, нағашысынан, жарынан, бір баласынан, қателеспесем, көптеген жақын адамдарынан айырылған қайғылы жыл деп аталатын жыл бар. Ал елестетіп көріңізші, біз қарапайым адамдармыз. Егер біреуді жоғалтсақ, бұл бізге қаншалықты әсер етеді. Ал бұл пайғамбар. Бұл Алла тағаланың ең жақсы жаратылысы. Бірақ бұл тіпті пайғамбарға да ауыр болды. Және осындай қызықты сәт. Даже для пророка, саллаллаху алейхи было тяжело терять самых любимых как бы, людей. И такой интересный момент. Вот, Біреуді жоғалтқанда не істейміз? Олар бізді қолдауға тырысады, бізді мы құшақтайды, пытаемся, жақын нас тартады. пытаются поддержать, нас обнимают, жаботат, да, қазақша айтпақшы. То есть нас что-то делают, чтобы мы да, поддержали, да, чтобы нас... Бірақ елестетіп көріңізші, бұл пайғамбар. Кто может Оған кім қолдау көрсете алады? Сам Всевышний. Алла тағаланың өзі. И что Ал Алла тағала мұнда не істеді? к себе, то есть Оған жіберді. буквально к себе. Сөзбе сөз. Гости Яғни қонаққа Что шақырды. он дал пророку? Как он его обнял? Он дал ему намаз. Ал ол оған не И болмаған? понимаете, то есть в этом 8-ші жыл болды. Бірақ осы 8 жылда намаз оқылмады. Мұсылмандар намазсыз өмір сүрді. Ислам. Бұл олардың исламға шақырған кезде намаз оқы деп айтуына байланысты. Без намаза. Бірақ мұсылмандардың өзі 8 жыл бойы намаз оқымаған. Бұл басқа нәрсе туралы. Когда призывает, он говорит, намаз. Мен осындай мысал келтірем. Не сразу. Мысалы, Назим маған курьер арқылы бірдеңе жібермекші. Это Бірақ адамға жеке сыйлауға тура келетін нәрселер бар. Өйткені ол сізге өте қымбат адам. то, что, Жауапкершілікті сезінеді. сам Всевышний Ал мен тек Алла тағаланың өзі пайғамбар арқылы саған берді деп ойладым. Ал сіз мұның қадірін түсіну керексіз. Вот просто я пример приведу. Вот вы хотите какой-то там что-то отдать, да, на землю, хочет что-то отправить, он отправит, не знаю, через курьера, да. Но есть вещи, которые ты должен дать самолично человеку, понимаешь? Настолько тебе это дорого. Ты хочешь ему вот, ответственность, да, вот это чувствуешь, да, вот это. И я просто подумал, что сам Всевышний тебе, как через пророка, отдал это. И, ну, как бы, чтобы ты понимал эту саму ценность, да, этого.
Да, действительно так и есть. Иә, шынымен солай, яғни қайғылы жылы дұға тірек болады. Намаз является поддержкой. То есть и для каждого верующего намаз является... Әр сенуші үшін дұға дегеніміз не? Бұл Алла тағаламен диалог, қолдау. Яғни адам намаз арқылы нәр алады, пайда алады, тояды. Получает благо, то есть наполняется. Хотелось бы... Мен әңгімемізді осымен аяқтағым келеді. Тамаша әңгіме болды. Осы дастархан басында жиналып, танысқанымызға қуаныштымын. Со всеми вами познакомился с кем-то, да. Сіздердің әрқайсыңыздан шын мәнінде осындай жылулық демалдым. Понимание, очень приятно. Такое чувство, что окунулся в родную семью. Мен өз отбасыма сүңгіп кеткендей болдым. Осындай қызықты тақырыптар айтты. Такую семью, да. И как вы думаете вот, по поводу... Ал Рамазан челлендж туралы не ойлайсыздар? Оны келесі жылы іске қосу керек пе? Пайдасы бар ма деп ойлайсыздар ма? Әрине. Жаңа жазылымдар келеді ғой. Расында да, иә, қалай болғанда да жүгіру керек. Және оны үнемі жасау керек. Өйткені бұл әлі де сын өзгелерге шақыру, үлгі. Ендеше иншалла бір жылдан кейін осы дастарханда кездескенше, бір жылдың ішінде не болғанын айтайық. Келесі Рамазанды аман есен қарсы алуды Алла нәсіп етсін. За год, вот, когда шайтан будет с нами. Дай Аллах, что мы, иншалла, благополучно даже следующий Рамазан встретили. Иә, Алла келесі Рамазанға дейін өмір сүруді нәсіп етсін. Баршаңызға осы айды жоспарланған ғибадаттарыңыз, ниеттеріңіз орындалсын деп тілеймін. Ал жыл бойы осы айды алған заряд, береке орындалу өз бойыңызға қалады. Тот заряд, то благо, то наполнение, которое вы получили в этот месяц, оно с вами оставалось всегда. Дуа жасайық. Дуа может сделать? Да, давайте дуа сделаем. وفي هذا القدر كفاية والله موافق للهداية اللهم فقهنا في دين وعلمنا تأويل اللهم افتح لنا فتح رفين اللهم اغفرنا وارحمنا اللهم لا سهل لنا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Уалла, ақиқатты ақиқат ретінде көріп, соған еруді нәсіп ет. Өтірікті өтірік деп көріп, олардан алыстат. Уалла, Мұхаммедтің үмметіне рақым, оны қиындықтардан құтқар және түзе. Уалла, мұсылмандарды әдемі жұмсақ қайтарумен дінге қайтар. Уаллахым, олардың істеріне, сөздеріне, ойларына өзің разы болатын, өзің жақсы көретін ниеттеріне жәрдем бер. Қолда. Әумин.